Армысыздар тыңдармандар, арнама қош келдіңіздер. Бізде бүгін әңгіменің жалғасы, 3-ші бөлім. Әңгіме ұнап жатса, лайк басып, пікір қалдыра кетсеңіздер. Сол күні кешке қарай мамам келді. Жаназа деп күнімен қолы босамаған шығар. Есіктен кіргенде салқын ғана амандастым. Сен бейбақ барма деген жерге барып, тапқан пайдаң осы, ауру болып қалдың, дейді. Үндемей жата бердім. Қайтейін, сөйлескім келмейді. Тіпті жүзін көргім келмейді. Өз анасын моншамада жаман көретіндер бар ма сірә? Осы жерде басын ашып айтып берейін. Мен Бекошпен сөйлесіп жүрген кезім еді. Екеуміз кездейсоқ таныстық. Оқуынан станцияға практикаға жіберген екен. Бекош жайлы ортаншы сіңліме айтып жігітім деп таныстырдым. Сіңлімнің мектеп бітірген кезі болатын. Мә, әдемі жігіт екен, красавчик деп мақтап берді. Арадан біраз өткенде жігітім жайлы анамның құлағына жеткенде, Шымкенттен дейді, алыс жер ғой, онан да ауылдың итіне тие қызым деген. Жақсы көрем деп отырып алдым. Ой, албасты, жақсы көрем деп те өлесің бе, қайтесің деп жекіп жіберді. Ұялғанымнан тұрып қаша жөнелдім. Сонда көзін алартқан анам: әй қыз, қайда барасың? Бері кел, отыр мына жерге. Сен маған айтшы, жігітіңнің жағдайы қандай? Қайда оқиды деп сұрады. Мұнай газ саласында оқып жүр, биыл бітіруші курс деп жасырмай айттым. Анам сонда үнсіз қалды. Меніңше мұнай газ саласында оқыса байдың баласы деп ойласа керек. Кейін мен тұрмысқа шыққанда құдалары өзіміз сияқты қарапайым адамдар екенін білді. Білді де көп өтпей ауып түсті. Сонан соң шыр айналып менің соңыма түсіп алды. Өйткені екінші қатынын жіберген Абай қатынсыз жүрген кез еді. Ойына Абай келгенде менің мамам Тәніштің басын бұзды. Оған себеп Тәніш екеуі бір туғандар емес, жатырлар еді. Олай болса қызымды беруге әбден болады деп ойласа керек. Ал менен кейінгі сіңлімді беруге набыс жібермейді, арланады. Себебі ол мектепті енді бітірген қыз. Абайдан едәуір кіші. Абайыңыз ол кезде 2 қатын жіберіп бойдағы жүрген ақымақ еді. Сонда менен оңтайлы қызы жоқ. Кіші сіңлім мектепте оқиды. Бір сөзбен айтқанда осының бәрі менің мамамнан келді. Бұйырмайтын байлық үшін бақытыма балта шапты. Жоғарыда 3 көлік дегенім Абайда 1 көлік болса, Тәніш пен Адай жездеде 1 көліктен бар. Үшеуі де қымбат көліктер. Соны ойлаған анам мен де солай жүрсем деп армандаған анық. Алайда бар мақтай бақ бұйырмаған басқа байлық қонбайды. Осымен бәрі түсінікті болған шығар. Сол күні кереуетімнің шетіне отыра кеткен мамам бетіме қарап: дәрігерің қатты салмақ түскен дейді, осында біраз болады екенсің. Мен үйге қайтайын, күтіп қалса такси дегеннің ақша сұрайды. Олардың тұяқтары қимылдаса ақша ғой. Әрбір болғанда қалтамда жаназаға түскен ақша бар, соның шетінен жұмсап жүрмін дейді. Алайда анам маған не айтса да түк қызық емес еді. Өйткені көңіл құрғырым қалған. Соны байқады ма, әлде мазаламайын деді ме, орнынан тұрған мамам: мына адамдардың аяғы басылсын, тағы да келермін деп, қолындағы бір сөмке тамақты тумбама тығып шығып бара жатты. Жарым көңілім қабылдауда күйде қала бердім. Қайтейін, Тәніштен көріп едім, ол қатын өлді ғой. Егер Тәніштің айтқанынан шыға алмай жүргенде, осы кезде айтпас еді. Осыдан ақ Тәніш емес, мамамның өзінің жоспары екен анық бола бастады. Сондағы ойымды дәрігер апайымның аяқ дыбысы бөлді. Туфлиін тықылдатып келе жатыр. Апай, сіз маған ақыл айтыңызшы, не істеуім керек деп сұрадым үстіме кірген дәрігер апайдан. Білгенімді айттым ғой қызым, сен оған қарсы болдың дейді. Онан басқа жолы жоқ па сонда? Білмесем қызым, соттың үкімі күшін жою үшін қайтадан сот болуы тиіс. Яғни сен де, күйеуің де апелляциялық шағым түсірулерің керек дейді. Екеуміз бірге ма, әлде мен өзім ғана ма деп сұрадым. Жалғыз түсірсең де болады, бірақ екеуің бірге жазсаңдар тиімдірек болады. Бұрынғы неке қағаздарыңды алып бірге барыңдар, дейді апайым. Бұрынғы деп тұрғаны сот біздің екеумізді бұзып жіберген. Мені жәбірленуші деп таныса, ешкімнен сұрамай-ақ бұзуға құқысы бар екен. Және де мына жақтан Адай жездем отырса бұзбай көрсін. Демек біздің неке қағазымыз жарамсыз боп табылады.
Осыдан кейін жатып алып ойға баттым. Бірге жазу үшін Бекошты табуым керек. Оны қайдан табамын? Шымкентке іздеп барсам әрі қарай не болады? Қолына шыбық алып, енем қуып шықса қайтемін? Енемнің ғой, ондай көкбеттік шықпайды, бірақ баласына қатер төнсе, анасы қарап тұрмайды. Міне осыны ойлағанда басым қатты. Күннен күнге ішімнен тынып жүдеп бара бердім. Сөйтіп жатқанда Тәніш апамыздың жетісін берді. Мен бара алмадым. Себебі бір ай жатқызамын деген дәрігер апайым жібермей қойды. Осылайша күндер зулап өте берді. Көз көргеннің бәрі соңымнан келіп кетіп жатты. Апайымнан күнде күнара жаңалық күтемін. Бұл енемнің айтқан сөзі еді. Сол айтқаны жылап жүрген соң есімде қалмапты. Дәрігер апайың арқылы хабар болады деген сияқты еді. Майбасовадан хат күтіп сұрап жүргенім сол болатын. Бір күні кешке қарай мамам кіріп, есік алдында 2 сағаттан бері отырмын, мыналар кіргізбей қойды деп тоңқылдап берді. Кешкі 5-тен 7-ге дейін кіргізеді деп ескерттім. Жоқ, олай емес, мыналар мені әдейі кіргізбей жүр. Соған қарағанда сен қыздың байын келіп жүрген болмасын дейді. Бекош енді келмейді деп бетін бастым. Жә болды енді. Алдағы апта Тәніштің 40-ын береміз. Сонан соң байсыз қалмайсың. Некеңді қыдырам деген. Анам зір кетті. Мам, абайға тап қазір өлтірсең де тимеймін деп қайталадым. Оны мына жерден шыққанда көрерміз деп мамам дікендеп барып шығып кетті. Алайда ертесіне тағы да келді. Содан сампылдап алып біраз ақыл айтты. Даңғарада үлкен үй, кедергі болар ешкім жоқ. Тәнішің о дүниеге кетті. Адайың болса қаладан бері келмейді. 2 күннің бірінде іс сапарда жүреді. Сен қыз сонда жалғызбайды бежіре алмайсың ба? Абай деген момын жігіт қой, момын жігіт. Анау байыңды көрдік. Бір ұрып, ішіңді езіп қолыңа берген жоқ па? Сөзді көбейтпе қыз, дейді. Біз сонда біраз тартыстық. Айқайымызды естіп тұрса керек, үстімізге Майбасова кіріп дүрсе қоя берді. Сіз мұнда не қылып отырсыз? Шығыңыз бұл жерден. Мен қызыма келдім, деген анам қарсы шапты. Үйіңе барғанда қыз қыларсың. Мына жерде пациент екенін ұмытпаңыз. Соншама бақырасыз. Бұл сіздің басы байлы құлыңыз емес. Шық дегенде шығыңыз, деген дәрігер сұқ саусағымен есікті көрсетті. Бақырамын ба, ұрамын ба, өзім білемін. Бұл менің жатырымнан шыққан қызым. Сенің шаруаң қанша? Деген мамам айғайға басты. Бұл сөзі Майбасованың онан сайын шамына тиді. Айтемов қайдасың? Күзет қайда? Күзет шақыр бер, деп есіктен басын шығарып бақырып жіберді. Сол аралықта егде жастағы ақбас кісі жетіп келіп маманы жақындай берген кезде: тимеңіз оған, керісінше осы палатадан шығармай ұстап отырыңыз. Сен, Наушабаева, мына кілтті алып тез арада милиция шақыр, деп бұйрық берді. Сонда бас дәрігердің қолынан кілт алған келіншек жүгіре жөнелді. Бұл мына еркектің соңынан кірген медбике еді. Осылайша іс насырға шапты. Милиция шақырдым деп келген қызға қағаз бен қалам әкел, деген бас дәрігер қайта жұмсады. Жас келіншек қой, жүгіріп жүріп оны әкелді. Терезенің ернегіне қойған дәрігер бірдеңелер жаза бастады. Онан біразда маған қарап: қазір милиция келеді, қызым. Онан бұрын мамам шашымнан тартып ұрды деп мына қағазға қол қоясың. Сосын мен ол үйге бармаймын деп жазып бересің. Сен, Наушабаев, Айтимов екеуіңіз мына қатынның қызын ұрғанын көзімізбен көрдік деп қол қоясыңдар. Мен де көрдім деп қолымды қоямын. Сосын бұл қатынға әкірең дегенді көрсетейін деп әрі қарай жаза берді. Сонда маған бір, дәрігерге бір қараған мамам: мен мұны ұрғаным жоқ қой, сендер олай жала жаппаңдар, Құдайдан қорқыңдар, деп беті қайтқандай болды. Ұрсаң да, ұрмасаң да қол қойып сотқа беремін. Мен мына емханаға кім көрінгенді кіргізіп айғайлатып қоймаймын, деген бас дәрігер қағазда жазып болды. Сонан соң бір оқып шығып маған жақындады. Мына жерге шағым өз қолымен жазылды деп жазып қолыңды қой, қызым, деп алдыма тастады. Сол жерде бетін шымшыған мамамның көзі жәудіреп шыға келді. Олай жала жаппаңдар, төбеде Құдай бар ғой, дейді дауыс дірілдеп. Айтимов, мына кісіні есік алдынан шығарыңыз. Егде жастағы кісі мамамды алдына салып қақпалай берді. Айтимов, бұл кісіні жіберіп қоймаңыз, милиция келгенше ұстап тұрыңыз, ешқайда кетпесін. Осыдан палата ішінде тым-тырыс болды. Мамамды алдына салған күзетші кетті.
Оның соңынан медбике мен бас дәрігер кетті. Ал анам жайлы жазылған бір парақ қағаз менің қолымда қала берді. Арадан жарты сағаттай уақыт өтті. Үстіме кіріп қол қой деген ешкім болмады. Мамам да, Майбасова да сол кеткеннен бол кетті. Онан бері де бір түн өтті. Күн сәскеде Майбасова кірді. Қызым, айтқанымды қылсаң, үйіңе бармай-ақ қой. Осы жерде қалып жұмыс істе дейді. Менің медициналық дипломым жоқ. Менікі жай училище дедім. Онда тұрған ештеңке жоқ. Техничка болып істей бересің. Анау жоғарыдағы бөлме сенікі. Сонда жатасың, сонда тұрасың. Сосын мүмкін болса оқып ал. Коллективке қосып аламын, дейді. Мынау ше, деп тумбада жатқан қағазды көрсеттім. Жай қызым, оны жыртып тастай сал. Бастысы мамаң қағаз жазып беріп, көрмеймін деп кетті, енді саған жоламайды, дейді. Көзіме кәдімгідей жас келді. Үзіліп жатқан тамшыны дәрігер апайым сүртіп берді. Мұндай да жақсы адамдар болады екен ғой деймін таңырқап. Ол аздай, бізде 3 жыл істесең, біз жоғарыға маман керек деп хат жолдаймыз. Мемлекеттік бағдарламамен оқисың. Оған не айтасың, дейді. Негізі сонау бір тоқырау жылдарда осындай бағдарлама болды. Өйткені кеңес жүйесі құлағанда қазақ тентіреп кетті. Мұғалімдер мен медиктер ала сөмке арқылы базарға шықты. Сонда кадр тапшылығын жоямыз деген үкімет осындай бағдарлама қабылдады. Яғни мамандығы жоқ адамды жұмысқа алып, онан министрлікке хат жолдап оқытып алатын. Сөйтіп тәжірибе мен оқу қатар болатын. Нәтижесінде дипломды болып жұмысқа тұрып кетесің. Алайда кім көрінгенді алмайды. Ебі бар дегендерді алады. Мен үшін стажировка деген сын сағат ұтуды. Мұнан ойдағыдай өтсем, мен бейбаққа кітапханашыдан медбике болатын мүмкіндік туды. Сонымен арадан апта өткенде үйге келдім. Әрине оқу үшін құжаттарым керек болды. Сол келгенде ашулы анам сәлемімді алмады. Үй іші адам көп, тәніштің қырқына дайындалып жатқан еді. Құдайдан қорықтым ба білмеймін, иманды болсын деп садақаға бардым. Бірақ өткендегі абайдың келіншегін көре алмадым. Сұрағамда ол келіншек кеткен, енесі өлгенде келіп қызмет қылды деген жауап алдым. Бейшара, ол да мен сияқты Құдайдан қорыққаннан келген екен ғой деп ойладым. Сол күні кеште қонағасы болды. Ертесіне 40-ын өткізді. Өкпелеген анам менімен сөйлеспей қойды. Не қаласаң демеді, не қыласың демеді, не кетесің демеді. Ісі жоқ, пендеге айналды. Осылайша аузымнан шыққан сөзім жағыма жабысты. Киімдерімді алып қашып кетсем деп жүредім. Тағдырым тап сондай болды. Сөмкемді көтеріп шығып бара жаттым. Көріп тұрған анам маңыма жоламады да шарпты салмады. Тіпті қайда барасың деп те сұрамады. Көзімнен аққан жасты сүртіп отырып ауданға жеттім. Сонда азын-аулақ жиын жасаған апайым. Бір қызымыз кетті, бір қызымыз келді. Бұл қыздың аты жөні Нағима Бекбауова. Біздің 37-ші коллега деп коллективке қосты. Сонда жатамын, сонда тамақ жеймін. Тағы 3 ай істесем болды, жаңа жыл келеді. Әр қарай хат жазып министрлік мақұлдаса медбике оқуына барам. Бұл деген шынымен де мүмкіндік еді. Бір күні апайымның алдына кірдім. Сізге ешқандай хат келген жоқ па? Жоқ қызым, келген жоқ. Осы хат деп неге сұрай бересің, дейді. Енем сондай айтқан еді деп төмен қарадым. Иә, мен де соған таңым бар. Неге айтты екен? Мен ол кісіні танымаймын ғой, дейді. Білмеймін, солай айтқанымды естіттім, дедім. Сонда маған қарап біраз отырған дәрігер. Сен қыз қашып кетпей құрсын. Анаң мені сотқа беріп жүрер. Ол сондай кекшіл қатын деп ескертті. Дәрігердікі дұрыс шығар. Қызымды жұмысқа шақырып қашырып жіберді деп сотқа берсе, мына апайдың басы дауға қалады. Мен не істеуім керек? Қызым, хат келсе айтамын, қазірше алаңдамай жұмысыңды істей бер. Тәжірибе жина, деген апайым есікті көрсетті. Басым салбырап шығып кете бердім. Арадан тағы да бір ай өтті. Жаңа жыл жақындай берді. Ұзын құлақ біреуден хабар келді. Ортаншы сіңлің күйеуге тигелі жатыр, дейді. Ойбай, ол қыздың мұнысы несі, маған бір ауыз айтпай ма? Мен оның туған апасым ғой. Жақында комсомол тойы болады дейді, сонда қалай? Тойына шақырмайтындай туған сіңліме не жазып едім? Ал сырға салып құда түсіп кетіпті. Алдағы апта алып кетеді дегенде естігенде шалқамнан түстім. Сонда маған құпиялары түсінікті болды. Мұның бәрі мамамнан келген анық.
Той күні жақындаған сайын жылай көзім талды. Менің Нағима деген қызым жоқ, атын атамаңдар деп мамам сәлем айтыпты. Саған деген өкпесі қарағазандай дейді. Анамды ғой түсінемін, анау сіңлімдікі не сұмдық. Осыдан кейін ауылдың жолы мәңгі жабылды. Сөйтіп Бекошқа деген сағынышыма, үйіме деген сағынышым қосылды. Көзімнің жасы көл болып бауырым езілді. Жаралы жүрегім қан жылап жатты. Қайдан ғана қол қойып қарсы шықтым екен деймін. Апа, жұмыр жүрегім езіліп барады, қайтейін деп мұңымды шақтым. Басымнан сипаған апайым, жаратқанға жалынғаннан басқа амалымыз жоқ қой қызым. Бірақ бір нәрсені ұмытпа. Қашан болмасын олар сенің алдыңа еңбектеп келеді, деп басу айтты. Бұл сөз менің жанымды жұбата ма? Өзімді қоярға жер таппай қиналдым. Сөйтіп жүргенде той болатын күн жетті. Басым мең-зең күйде тысқа шықтым. Сапар аға, сізге бір өтініш бар, деп күйбеңдеп жүрген кісіге бардым. Жоқ қызым, ол ауыл мына жерден 6 шақырымда, 60 шақырымда дегенде. Ол жаққа дәрігердің рұқсатынсыз жедел жәрдеммен бара алмаймын. Егер керек десең, апарып әкелетін арзандау көлік тауып берейін дейді. Алғысымды жаудырып отырып алдым. Қою қараңғы түскен, күмбірлеген әуен шығып тұр. Мамам Тәніш апасының жылы өтпей қыз беріп тойға келіп отыр. Тым болмаса жүзі өтсін депті. Оны да естім. Пенденің өлдің өштің деген осы шығар. Аға, сіз барып Мадина деген құдаша қызды шақырып келесіз бе? Танымаймын ғой, қарындасым дейді. Сұрайсыз, келіннің сіңлісі дейсіз. Сосын кім шақырып жатыр десе Нағима дейсіз. Жоқ аға, Нағима демеңіз, курстас қыз келіп тұр деңіз. Көзі аларып басын шайқаған такси жүргізушісі түсіп кете барды. Онан көп өтпей сіңлімді ертіп көлікке қарай келе жатты. Мен ғой Мадикош, мен Нағимамын деп құшақтап алдым. Мамамның үстінен арыз жазып не болды саған деп дөңк етті. Сол жерде ағаны шығарып жіберіп біраз сөйлестім. Барынша түсіндіруге тырыстым. Алайда тілі шайнаңдаған сіңілім тыңдамады. Көліктің есігін тартып жауып кетіп қалды. Әй, мына қыз есігімді сындырамақ қайтеді? Жап жас болып алып, не деген тәрбиесіз еді деген таксист аға ұрсып қала берді. Сонан соң көлігін от алдырып кері бұрылды. Ал күзгі салқындағы палаткадағы тойдың дауысы бірте ұзап қала берді. Жылама қарындасым, ақты ақ, қараны қара дейтін төбеде бір күш бар. Онан да оқы, жұмыс істе, әлі жассың, ертең-ақ бақытын табасың дейді. Жылап келе жатқанымды көрген такси жүргізушісі. Сөйтсем, бұл кісі мені жігіті тастап басқа қызға үйленіп кетті. Тойға сол үшін барды деп ойлаған екен. Мені көрген кез келген адам солай ойлау мүмкін еді. Аға, менің дертім басқа, тап қазір ешкімді естігім келмейді деп қысқа қайырдым. Осыдан кейін жүргізуші ағам жақ ашпады. Екеуміз томсырайып отырып үнсіз келдік. Содан емханаға жеткенде өксігімді бастым. Жалғыз өзім бөлмеде жатырмын. Бір-екі жөтелген науқастың дауысы болмаса, емхана іші тым-тырыс. Мен неге жылап жүрмін осы? Егер мен оларға керек болмасам, олар маған неге керек? Білемін, осының бәрі мамамнан келді. Мені туған анасының үстінен арыз жазды деген шығар. Жаңағы Мадинаның қылығы соған саяды. Жарайды, кеткен екенсің, сен де бақытты бол сіңілім. Мен енді ешқайсыңды көрмеймін. Мамамды да, сен екеуіңді де көргім келмейді. Жылай-жылай шаршасам керек, асымды ішпей ұйықтап кетіппін. Жан дүниең күйзелісте жүргенде жайсыз түстер көреді екенсің. Санынан шатастым. Көзімді ашқанымда емхана есігі ашылып, жабылып кіріп жатқан қызметшілерді байқадым. Қызым, ертең сенің туған күнің екен, 22-ге келесің. Соған орай мен саған сыйлық жасайын. Мына қағазды оқып көр деген бас дәрігер қолыма қағаз ұстатты. Зуылдатып оқып шықтым. Құдай-ау, 1 айлық жұмысқа деген мінездемем екен. Асыра сілтеп мақтап тастапты. Оған дәлел ретінде 2-3 дәрігерге қол қойдыртыпты. Осындай қағаздан тағы да 2 айға екеуі керек. Жаңа жылдан кейін денсаулық министрлігіне жібереміз. Мақұлдаса, оқуға шақырып барлық шығынды өкімет көтереді дейді. Мен бейбақ жылап жүрмін. Туған күнімде ұмытқан екенмін. Кабинетіне шақырып дәрігер айтпаса есімде жоқ. Апай, осында Айдана деген қыз бар еді, ол қайда кетті деп сұрадым. Нұсқабаева Айдана ма? Ол қыз жоғарғы оқуға түсті. Дәрігер гастроэнтеролог болғысы келеді. Сіңлім ау,
Қыз дегенің бәрі сондай болса ғой. Айдана деген от қыз, от. Өзі шустрая, не деуші еді әлгі. Қазақшасы епті дейме, сондай. Барған жерін тас қылады ғой. Әй, сол қызды қарай көр, бір жерден тесіп шығады дейді. Қысқасы, Айдананы біраз мақтаған Майбасова жауабымды берді. Ертесіне ұжым жиналып, кішігірім туған күнімді атап өттік. Сол жерде сөз сөйлеген бас дәрігер сыйлығын айтты. Мен сені Наушабаеваның жанына қосамын. Мұқият қарап, ине егуді үйрене бер. Медицинада оқумен қатар тәжірибеде маңызды. Бірақ қызым, науқастарға өз бетінше ине салушы болма. Осы айтқаным туған күніңе сыйлығым болсын. Ертеңнен бастап швабраны тастап процедурныйға бар, деп тілегін жаудырды. Оған ұзын үстелде қатарласып отырған ұжым қол созып, қол паштап жатты. Осылайша техничкадан медбикенің көмекшісіне айналдым. Бірақ Бекошқа деген сағынышым мен үмітім сонда да басылмады. Осыдан 5 ай бұрын қандай едім? Мен деген алаңсыз жүрген бақытты келін едім. Тап қазір қандаймын? Бай туған туысы жоқ, жалғыз жүретін бейбаққа айналдым. Айналамда жанашыр адам жоқ. Мына апайым бар, бірақ бұл кісі де зейнетке кетеді. Сонан соң мына ұжымға сиям ба? Мұның орнына қандай адам келеді? Ол жағы белгісіз. Мен оған арқа сүйе аламын ба? Олай дейтін бұл біздің елдің бұзылған түседі. Жоғарға ұрығарлар жайғасқан кез болатын. Замандастарым біледі. Әр ректе парақорлық дегеннің көп емес еді. Сол жылдары ақша беру басталды. Кім білсін, жоғарыға пәлендей ақша беріп сатып алған біреу келсе, мүйіздемей тұрмайды. Бұл қалыпты жағдайға айналып бара жатты. Мектепте еден жоғын келсе ақша бер, әйтпесе жұмыс жоқ. Мына бөлмеден қуып шықса да ештеңе айта алмаймын. Сонда қайда барамын? Бір күні тағы да апайым шақырды. Енең жайлы көп сұрадың. Мүмкін хат жазып көрерсің дейді. Қалай, қайдан деп таң қалдым. Осы жерде таныс таксистер бар, солардан хат жазып беріп жіберсең болмай ма? Қалаға апарса Шымкентке жүретіндер табылар дейді. Дұрыс апай, дұрыс деп қуанып қалдым. Бірақ оның да машақаты көп болатын, өйткені ауданнан қалаға жүретін такси табасың. Ол барып Шымкентке жүретіндерді іздеп хатты тапсырады. Себебі мына жерден тікелей Шымға такси жүрмейді. Апай, олай болса пойыз бар ғой, деп ойымды айттым. Қалауың болсын қызым, демалыс күндері барып қайта ғой, бірақ қашып кетуші болма деп тапсырды. Менің апайым өте сауатты адам болатын. Осы қашып кетпе деген сөзді бірнеше рет айтты. Неге мыжи берді десеңіздер айтайын. Бұл кісі анамнан қорықты. Өйткені анам менің осында жүргенімді біледі. Жұмысқа тұрғанымды біледі. Қазірше тісін басып үнсіз отыр. Егер Шымкентке кеткенімді естісе, атой салып шыға келеді. Ең бірінші мына апайымды басталады. Кеткен кегі бар, өші бар. Соны білетін апайым қашып кетпе деп ескертіп жүр. Қайтсын. Бәледен машайықты қашап деп бар. Сол қатының бәлесінен аулақ тыныш жүрейін дегені шығар. Оның үстіне Наушабаеваға қатаң тапсырған. Мына қыздың беті бері қарап жұмысқа алдана ма десем, сәпсем кейін кетіп барады. Соңғы кездері селқоз тартып жүдеп кетті. Сен қыз қалайша қарайлды жүрші, бірдеңке ұрынып бәлеге қалмайық жарай ма депті. Асылып өлер деп ойлаған шығар. Мондайда қорықпай көріңіз, анам жебіріне жетеді. Анамның көкпеттігі сонша, сол күні келген милиция қызыма қысым көрсетпеймін деп қол хат жазып бергеніңіз деңіз. Оған ашуың жаман анам, қысым көрсетпек түгілі мен ол қыздың бетін көрмеймін, үйіме де кіргізбеймін деп қосып жазып қолын ұстатқан. Сонда арамызға түскене қатты өкінген апайым бір бөлме беріп жұмыс қалған. Бір жағынан жаны ашығанын анық, екінші жағынан далада қалғаныма өзің кінәлі сезінген шығар. Құдай сақтасын. Бұл қыздың шешесінің бет бейнесін сол күні көрдім. Оғы жыландай біреу екені ғой депті. Сонан бері апайым маған жалпылдап жүріп, жұмыс беріп, оқытып, өз нанымды өзім тауып жейтін дәрежеге жеткізбекші. Ал енді алдағы демалыста вокзалға шықтым. Қалтамды бөктеп оралған бір жапырақ қағаз бар. Лейкопластырмен шатып байлап тастағанмын. Апа, Шымкент жаққа жүретін пойыздар бар ма деп сұрадым кассадағы әйелден. Кешке қарай 3 пойыз бар, бірақ билет жоқ. Жол серіктермен сөйлесіп кетсең болады дейді. Апайым сәлемдемесін айтып, осы вокзалдың бастығы келінім деген. Шымкентке билет алған 100 деген жолаушылар бар. Олар барлық вагонда бар дейді. Рахметімді айтып, пойыз күттім. Көп өтпей келетінін хабарлап жатты.
түсіп жатқандардан сұрап бастадым. Аға, Шымкентке барасыз ба? Иә, не болды? Мына қағазды бір жігітке апарып бересіз бе? Сыртында аты жөні мен адресі жазылған. Әй, жоқ қарындасым, ренжіме. Олай жүретін уақытым жоқ дейді. Зып беріп тағы бір кісіге жүгірдім. Ол да бас тартты. Мынау немене байлап матап тастап наркотик емес пе? Кет әрмен, құр деп жекіп жіберді. Онан тағы біреуіне бардым. Оның шошып кеткен, қатыны жолатпады. Ал диспетчер әйел жүретінін хабарлап жатты. Құрысын, мына жұрт бір жапырақ қағаз алуға қорқатын болған ба? Әлде қазақ сорлының бәрі қайырсыз болып кеткен ба? Осылайша басым мең-зең күйде тұрғанда қолы бұлғап шақырған біреу көрінді. Мойнымды созып қарасам, милиция сияқты шошып кеттім. Полшиш қарындас, қолындағы қандай передача деп айғай салды. Ойбай аға, кете беріңіз деп қаша жөнелдім. Мына қыздың есі дұрыс па дегенін соңынан естідім. Сол қашқаннан вокзалға кірдім. Пойыз орнынан қозғала берді. Сөйтсем қаз-қатар жаңа форма киген жол серіктер екен. Мен милиция деп ойлаппын. Қысқасы, бір пойыз кетті, екінші пойыз келді. Аға, мына пойыз Шымкентке бара ма? Барады, алып кетейін ба дейді. Передача бар еді, бірақ мекен жайына дейін апарып беру керек. Қанша бересің? Келіскен ақшаны беріп қағазды ұстаттым. Бұл немене? Деп көз бақырайып кетті. Хат қой аға, бірақ күйеуімнің қолына беруіңіз керек дедім. Жол серік сонда қағазды ұстап айналдыра қарады. Онан қысып шайқап көрді. Онан мұрнына апарып иіскеп көріп. Бізде 10 минут уақыт бар, мына хатты өзіңіз ашып ішін көрсетіңіз, сонда алып кетемін дейді. Ашсам қайтып желімдей алмаймын, бұл жай ғана күйеуіме жазған хат дедім. Ақшамен қатар қағазды алған жол серік қалтасына салып кете барды. Сонан соң ғана ауыр жүк мойнымнан түскендей болып емханаға жеттім. Хат бергенің жақсы болған, енді алаңдамай жұмысыңды істе деген бас дәрігер мақтап қойды. Шынымды айтсам, осы хат маған кәдімгідей үміт сыйлады. Тағатсыздана жауап күтіп жүрмін. Пойыз пәлен жерге барды, түген жерде тұр, ертең Шымкентке жетеді деп сағатқа қараймын. Осылайша арадан апта өтті. Кабинетіне шақырып алған апайым, «Хош сіңілім, қандай жаңалығым бар?» деп сұрады. «Ешқандай жаңалық жоқ апай» деп төмен қарадым. «Неге жол серік бос келді ма? Тым болмаса жауапты айтпапты» дейді. «Қандай жол серік?» деп таң қалдым. «Ойбай ау, сен хат алған жол серік ше? Кешегі демалыста айтып қайтып өтті ғой, бармадың ба?» дейді. Апайымның сөзін сонда ғана түсіндім. Мен оны қайдан білейін? Есім кіргелі 2 рет пойызға отырыппын. Сөйтсем хат беріп жауабым алып кел деп жол серікке тапсырып жіберді деп ойлаған екен. Осыдан кейін апайымның айтуымен басқа хат жазып тағы бардым. Анау жол серікті сұрастырып таба алмадым. Қайдан табамын, атын да, затын да, вагон да білмеймін. Бірақ мына кісі басқаша болды. Қашан барады, қашан қайтып өтеді, қай вагонда бәрін сұрап алып қағазбен ақшаны қолына ұстаттым. Болды қарындасым, болды. Келесі апта қайтып өтеміз. Шығып тұр деп кете барды. Монысы менің үмітіме қанат байлады. Бар болғаны бір апта деймін. Бір апта шыдасам Бекоштан жауап келеді. Бірақ не дейді екен? Қандай жауап келер екен? Жаным ау, мен де сен сияқты көзім 4 болып сағынып жүрмін дейтін шығар. Ұятай, анау жол серік дардай кісі, ашып оқса қайттым. Мына қыз байсыра бөлейін деп жүр екен деп күлетін шығар. Оны барып қатыны көрсетсе, мына құрғап жүрген жәлеп қыздың жазғаны сенден ағып жүр дейім екен. Жаным Бекошым, сені қатты сағынып жүрмін, тез жетші. Мен мамамнан құтылдым, екеуміз қашып кетейік деп жазғанмын. Ол заманда қазіргідегідей дайын смайл қайда? Соңынан апайдай жүрек сызып, ішіне бас әріпімізді жазып жіберіп едім. Сол әріптен ақ менің есімім Нағима екенін біліп қойса ұят қой. Шаттанғаным сонша емхананың ішінде зыр жүгірдім. Көмектеспеген адам қалмады. Жүрегімде жұбаныш, жүзімде қуаныш тұрды. Оны байқаған әріптестерім біздің қыз жігіт тапты деп қалжыңдап жатты. Шынымен де бір аптада аттай болдым. Өйткені жалғызсыраған жүрегім Бекошым келетіндей сағына күтті. Міне қызым тап осылай жүр. Басыңды түк көтеріп күлімдеп жүр. Медбике деген күліп тұру керек. Оның күлкісінің өзі науқастарға ем болу керек. Айттым ғой, Құдайдың қалауымен бәрі жақсы болады деп апайым қуанып қалды. Қуанбайға айтсын, мен бейбақ қатты өзгердім. Бұрынғыдағыдай басым салбырап тұрмаймын. Қазір деп шауып кете берем. Вот міне біздің Нағимаш екінші айданамыз болды. Бұл қыз енді сіңілісінің орнын жоқтатпайды, дейді басына сипаған апайым. Мен оған жас балаша қуанамын. Сөйте тұра күн сұрап мәз боламын.
Оны біліп алған әріптестерім: әй Нағимаш, бүгін күн сейсенбі, енді 3 күн қалды, шыда жаным, шыда деп қалжыңдап кететіні. Одан біреулері: сен қызды, Бекошың екеуіңді мына бөлмеге қамап сырттарыңнан құлып саламыз, айтпады деме, сосын 3 күн шығармаймыз деп тырқылдап күлетін. Ойбай, жабысып қалып бәле болар, укол салып жүрмейік деп тағы да бірі мазақ қылатын. Мұндайда арманым ақиқатқа айналып бара жатқандай күй кешетінмін. Болды енді, болды. Бүгін түннен аман шықсам, ертең Болат аға деген жол серік келеді. Қолындағы хатты аламын да осында жүгіремін. Ашпаймын, ешкімге көрсетпеймін, оқытпаймын. Мына бөлмеме кіріп алып жалғыз өзім оқимын. Сонан соң төменге түсіп, апайымнан сүйінші сұраймын. Оны маған өзі айтқан, жауап келгенде сүйінші сұрасаң берейін деген. Осыдан бермей көрсін, қуанғанымнан жылап беремін, өзі ақ басымнан сипайды. Армандап жатып ұйықтап кетіппін. Таң сәріде таңырқай ояндым. Міне ғажайып күн деңіз. Айналаны әппақ ұлпа қар басыпты. Бұл деген жақсылықтың нышаны шығар. Терезені ашып жол жаққа қарадым. Өткенде кеште өтсе, қайтқанда түске қарай өтеді деген. Оған әлі біршама уақыт бар. Құрғырай, күткен жаман. Уақыт өтпей бір орында тұрып қалғандай. Мына сағат немене қатып қалған ба? Сырғымай күйдіріп барады. Қайта қарай берген соң көзім тиіп тілі қатқан шығар. Әйтеуір бір орында мелшиіп тұр. Басымды шығарып біраз тұрдым. Қардың лебі кеудеме соғып суып барады. Бекоштан хат келсе болды, тұра беремін. Мен қаладамын, осында кел деп жазса ғой. Бірақ істі болғанда жұмыстан шығарып тастаған деп естідім. Мамамның кесірінен істеп те үлгермеді. Басшылық керек емес деп құжаттарын қайтып берген. Онан бері 4 ай өтті. Басқа мекемеге жұмысқа тұрған болар. Өйткені Шымкент жақтан жұмыс таппайды. Мамандығы мұнайшы. Ондай жұмыс біздерде көп. Олай болса біз жақта, менің Бекошым біз жақта жүр. Тек келдім деп айта алмайды. Айтса істі болып тағы да жұмысынан қуады. Ей қатал тағдыр, сенде бір маған көз салшы. Қайтейін, анам мен сіңлілерімнен айырылдым. Енді Бекоштан айырылсам анық өлемін. Сол күні пойыздың келуіне 2 сағат қалғанда киініп шыға бердім. Кезекші медбике жолың болсын деп қала берді. Күреу жолға шығып жүре бердім. Анда-санда бампылдатқан көліктер өтіп жатты. Ұлпа қарды қақ жарып желіп келемін. Бүгінгі ауа қандай керемет десеңші. Таза ауада тыныстанып біраз жер жүрдім. Негізі жаяу барсам деймін. Уақытым жеткілікті еді. 2 сағатта мына ауданның арғы басына шықса болады. Алайда 2 бетіме соққан аяз шымшылап бастады. Әуіп деп бір көлікке отырып алдым. Күн суық болғанға вокзал іші ығы-жығы адамдар сендей соқтығысып өтіп қайтып жатыр. Кенеттен Алматы Маңғышлақ бағытындағы жүрдек пойызы бірінші жолға келіп тоқтайды деген жағымда дауыс шықты. Жүгіріп перронға бардым. Гүрсіл деген пойыз шиқылдап келіп тоқтады. Вагонның есігін сілкілеп тұрып әрең ашқан Болат аға көрінді. Аға, сәлеметсіз бе деп жақындай түстім. Қане, әрі тұршы, мына есік құрғыр аязға қатып қан ішіп келеді деген жол серік табан тепкілеп күйбеңдей берді. Аға, хатты берсеңіз болды, мен кетейін. Қандай хат? Деген жол серік ырс етіп басын көтерді. Шымкентке хат жазып берген едім, сіз апарып беріп жауабын айтамын дегенсіз. Мен сол келіншекпін ғой. Қарындасым, мен ол мекен жайға бардым, бірақ ештеңе айта алмадым. Әкесі қайтқан деді ма, сондай бірдеңе деді. Жаназаға жиналған адам көп екен, өзің айтқандай басқа ешкімге бере алмадым дейді. Не дейсіз аға, әкесі дейсіз бе? Кімнің әкесі? Деппін шошып кетіп. Білмеймін қарындасым, әкесі ма, баласы ма, әйтеуір бір қазақ. Сен өзің әйелі болсаң хабар келмеді ма? Деген кісі қолындағы темірмен пойыз баспалдағын ұрып жатты. Басым салбырап кейін қайттым. Жүрегім дүрсілдеп қорқып барамын. Тоқташы қане, мен осы жансақ есткен жоқпын ба? Әкесі деді ма, баласы деді ма? Ақмақ екен ғой, су хабарды да солай айтам екен. Басым қатып бағанға сүйеп тұра бердім. Әлгі жол серіктен анығын сұрағым келді. Біреулер түсіп жатыр, біреулер мініп жатыр. Бірінің билетіне қараса, бірінің сөмкесін көтерсіп, жол серік басын көтерер емес. Алайда тұра беруге болмайды, жүріп кетеді. Аға, сіз маған анықтап айтыңызшы, қандай жаназа, кімнің жаназасы деп сұрадым. Әкесі шығар, маған солай айтты. Басқа біреуге қалдырайын десем, өзің ғой басқаға берме деген. Вот сол үшін ешкімге бермедім. Құр босқа сонша жерге бензин құрттым дейді ағамыз.
Көзімді сығымдап кері бұрылдым. Атам өкпесі дімкәс кісі еді. Қайтқан екен ғой марқұм. Жақсы адам еді, иманды болсын. Вокзал есігіне жеткенде артыма қарадым. Адам аяғы басылыпты. Вагонға мінетін мініп, түсетіні түскен екен. Жол серік жалғыз өзі темекі шегіп тұр. Аға, хат сізде ма? Тастадым да не қылам, қалтама салып жүріп. Ендеше келесіде тағы да хат берсем апарып беріп, жауабын әкелсеңіз, ақыңызды берейін дедім. Ендеше жазып қой, қайтқанда беріп жібересің, ақысын берсең, боқысын шығарамыз дейді. Осылайша дөдәмал күйде емханаға жеттім. Атам ауру еді, ақыры кеткен екен ғой, жарықтық. Жақсы адамдар ерте кетеді дейді. Құдайға да жақсы адам керек. Сонда да мен бейбақтың миына жаман ой келмепті. Атама деген қимастығым болса, Бекоштан келетін хатты ойлап тезде ұмыттым. Өйткені қайтқан жолда Болат ағамнан хат беріп жібердім. Уәдесін үйіп төгіп ақшамды алып кете барды. Сөйтіп жүргенде жаңа жыл кірді. Бүкіл аудан той тойлап, от шашып қарсы алды. Тағы да 14 күн. 14 күннен кейін жауап болады деп күтіп жүрмін. Болат ағам сменім ауысады, басқа состав шығады деген. Әйтеуір 14 күннен кейін осында бол деп кеткен еді. Қысқасы сол 14 күн жақындап қалды. Ертең жоқ, арғы күні деп сарғая күтіп отырғанмын. Кезекші санитар апамыз есік қақты. Сен бір қыз шақырып тұр дейді. Қыз дейсіз ба? Қараңғы түскенде қайдан жүрген қыз деп шыға бердім. Есік алдында туған сіңілім Мәдина тұр. Мәдикош, сен бісің? Жаным-ау, кеш батқанда қайдан жүрсің деп құшақтап алдым. Қаладан келемін деген сіңілім сол құлдап тұрып мұрнын тартты. Ойбай, саған не болды? Айтшы не? Неге жылайсың? Түсір қолыңды деп жарыққа қаратып бетінен күлдім. Екі көзі қып-қызыл ісіп кеткен екен. Қайран-ай, қайран сұм тағдыр деңіз. Қыз тағдыры қашанда қиын ғой. Қыз бейбақ басына не түссе соны көреді. Кім ойлаған дейсіз? Өз анасы тұрып қайдағы бір бөтен дәрігер екі қызға қамқоршы болады деп. Бұл не сонда? Анадан қарғыс па, әлде алладан алғыс па? Қолынан жетектеп бөлмеме апардым. Апа, туған сіңілім ғой, қалада оқиды. Ертең ауылға кетеді, бүгінше түней тұрса бола ма? Иә қызым, бастық келемін дегенше шығып кетсе болды, деген санитар апай қосымша жатын төсек берді. Құрған екенсің ғой сен қыз. Көп шошаңдап кетіп едің деп көзімді сығымдап алдым. Өзім жан жарымды жаза алмай жүрсем, мына сіңілімді үстіме жамау болды. Әрі қарай айттың не, айтпадың не, бәрібір, онан келер пайда жоқ. Не істейміз, ойын қалай деп сұрадым. Білмеймін. Таныстарың болса сөйлесіп көрші, дейді сол қойдып. Танысым жоқ деп қысқа қайырдым. Осы жерде дәрігер крышаң бар екен ғой, дейді өксігін басып. Мұны айтып отырғаным мамамның сөз. Ол бейбақ қамқор болатын қатынды тапқан екен деп айтқан естігенмін. Мен ешқандай крышам жоқ. Мен бұл жерде жай ғана жұмысшымын деп басымды ала қаштым. Құдай сақтасын, бұл қызға бірдеңе болса мамамнан бәлеге қаламын. Оның үстіне дәрігер апайыма туған сіңілім бір жігітке алданып қалыпты, көмектесіңіз деп қалай айтамын? Мыналар өзі қандай тәрбие алған, бірінің байы тастап кетті, манауысы байсыз көтерді деп жағасын ұстап тұра қашар. Ол да түк емес ау, екеумізді бірдей қуып шықса не болады? Жоқ жаным, олай болмайды. Онан да үйге бар деп ақыл айтқан болдым. Құлың болайын, Накош, көмектесші, мамамды білесің ғой, өлтіреді дейді. Сол түні бірінші рет сұрадым. Бір жігіт дегеннен басқа ештеңе айтпай қойды. Ол мұны біле ма десем білмейді дейді. Қанша болды десем білмеймін деп иығын қысады. Әйтеуір не сұрасам да Мәникош маған тұшымды жауап айтпады. Көзін сығымдап көз алдында әңкілдеп отырды. Аяп кеттім, туған сіңілім ғой, қайтейін. Мұндай жаста көп қыздар адасады. Бұл да пенде ғой, жаңылған шығар. Түріне қарап жан дүнием тынып таппады. Бүгін ғой түнеп қалар, ертең не болады? Мен мұны қашанға жасырып жүремін. Өз күйігім өзімнен артып жатыр. Накош, не істейсің? Өзің бірдеңе қылшы деп қайта жалынып отыр. Әр ойланып, бер ойланып басым қатты. Шынымен де бұл қызды не істеуге болады? Қалай қыламын, қайда жіберемін? Қалтаңда ақша бар ма? Бар ғой, бірақ азын аулақ бар. Накош, оны неге сұрадың дейді. Пәтер жалдап бөлек кетеміз дедім. Жоқ, Накош, менің оқуым бар. Мен мынадан құтылмасам болмайды деп ішін ұстап қояды. Соның үстінде біраз тартыстық. Каникул кезінде құтыламын, сонда ешкім білмей қалады деп отырып алды. Әрине мен оған қарсымын. Екеуміз айқайласуға қарадық. Онан бері бірімізді құшақтап өкіріп жылап алдық. Болары болып бояуы сіңді ғой. Осының бәріне мамам кінәлі деп дүңк еткізді. Не дейсің? Мамам дейсің бе?
Жаным-ау, сенің алданып қалғаныңа мамам не қатысы бар деп құшақтап алдым. Аузынан жақсы сөз шықпайды ғой. Қашан қарасаң бейбақтар, қаншықтар деп қарғып отырады. Сені абайға тимеді деп айтпаған сөз қалмады. Қарғысы екеумізге тиді дейді. Жоқ жаным, ана қарғысы боқ деген, олай деме. Не десе де ол біздің анамыз деп жұбатып жатырмын. Сол түні Мадинаның не айтқанын түсінбеген едім. Арадан бірнеше жылдар өткенде мамамның кінәлі екенін естіттім. Қазір оны айттым не, айтпадым не, бәлкім алдағы күндері айтармын, дейді кейіпкерім. Айтатын болсаң бәрін айт. Анонимдікке кепілдік бар ғой замандас, дедім. Кейбір кейіпкерлерді түсінбейсің, тым жақсы баяндап отырып, соңын жоқ қылдырады. Анау жездемнен жүрген 7 жыл деген әңгімемде осындай болған. Жарайды замандас, алып бара жатқан ештеңе жоқ. Бәрі де көрген түстей болып өтті кетті. Бірақ Мадинаның айтқаннан не түсінгенімді кейін айтам деп уәде берді. Тап осыны айтпаса да ішім сезгендей. Ол енді уақытының еншісінде қалсын. Сонымен түн жарыдан ауғанша біраз тартыстық. Әбүйір болғанда менің бөлмем 2-ші қабатта, мұнда науқастар жатпайды. Санитар апай мен кезекші дәрігер емхананың арғы басында. Олар әдейі келіп тыңдамаса ештеңе естімейді. Сонда біздің сөзіміздің сарыны Әлимаға ауысты. Барған жері анам ойлағандай бай екен, сырға салып құда түсіп алды деп кетті. Ол күнде апыр-топырын шығарды дейді сіңлім. Тыңдап отырсам, бұл мамамның сөзі. Мұндай сөзді мамам көп айтады. Заманның түрі мынау, қыз деген ауқатты жерге баруы керек деп отырады. Бай бол, кедей бол, болашағың уақытың еншісінде болады. Батпандай байлығың бар. Абайдың өмірі не болды? 1 емес 3 қатын алып жіберді. Басыңа бармақтай бақ бұйырмаса, ондай байлығына түкіргенім бар. Қазақта әуелімнен ақырым дейді. Ақыры қайыр болса болды. Сонымен 2 бейбақ мұңдасып отырғанда таң атты. Тұра ғой жаным, қазір бас дәрігер келеді. Оған дейін шығып кетуің керек деп түртіп ояттым. Шашы жалбырап, көзін уқалаған сіңлім: Накош, сен мені түсінші, мен мынандай аязда қайда барам дейді. Сөзді көбейтпей үйге бар, дедім. Үйге барғанша асыл бөліп қаламын осы жерде деп атып тұрды. Ойбай, ендеше тоқта, ондай жаман сөзді екінші рет айтушы болма. Бұл жағдай менің де басымнан өткен ғой. Асыл бөлемін деп бірнеше рет сайға барғанмын. Жаның күйзелгенде басыңа осындай ойлар келетін анық. Сіңлім сондай халде тұр. Қысқасы, Мадикошым ауылға бармайтын болды. Вокзал жақтағы апаның үйіне жібердім. Такси тұрағынан қарасаң, төбесі көк шатырмен жабылған, жанында Адина деген дүкені бар деп төстеп айтып жібердім. Сонда басына шарфын орап, шубасын киген сіңлім шығып кете барды. Көзімді сығындап қала бердім. Әрі қарай емхана қызметкерлері келе бастады. Дым көрмегендей шығып күйбең тірлікке араластым. Алайда ерке сіңлімнің жай күй есімнен шықпай қойды. Мінезі шатақтау еді. Жазатайым өз-өзіне қол жұмсап жүрмесін деймін. Осы 17 жас дегенің қыз баланың елеңдеп тұратын кез. Мұндай жаста көп қыздар қателікке ұрынады. Махаббат, жігіт дейді, сүйу, кию дейді. Ұшып, қонып, шошаңдап жүріп, соңында шоқ басады. Апай, ауданға сіңлім келіп еді, барып қайтсам бола ма деп жауап сұрадым. Бара ғой қызым. Осында келген ба сіңлің? Деген апайым әлде бір қағаздарды ақтарып отыра берді. Ойбай, оны кім айтып қойған? Осыдан кейін шындықты айтпасқа амалым қалмады. Апай, сіңлім алданып қалып құтыла алмай жүр деп айтып салдым. Майбасова жағасын ұстап жалт қарады. Төмен қарап отырып бәрін айттым. Соңында ақыл сұрадым. 17 жастағы қызға қандай ақымақ дәрігер аборт жасайды дейді. Көңіліңе келсе де айтайын, осының бәрі анаңның тәрбиесінен дегенді қосты. Сонан біраз отырып, бара ғой қызым, каникул бітсе жоғарыға хат жолдаймыз деп жауабын берді. Шығып алып вокзалға тарттым. Әженің үйіне келмеген, ішке кірдім. Әдеттегідей абыр-сабыр адам, көп сабылып іздеп жүрмін. Бір ұштағы орындықта ұйықтап отыр. Бейшара қыз, бала көтергенін білгелі, ұйықтамаған ғой қайтсын. Тұр кеттік, жалғыз өзің неғып отырсың? Қолынан жетектеп әженің үйіне апардым. Өзім жасырынған бөлмені жалға алдық. Бір аптада жаңа жылдық каникул бітеді. Сосын оқуына бару керек. Мұның ойынша осы аптада құтылмақшы. Сонда ешкім білмей қалады дейді. Одан Құдайдан жасырмағанда адамнан жасырып қайтесің. Осылайша Мадикошым қолыма келді. Енді Әлимашым қандай екен? Оған деген өкпем қара қазандай. Туған апасын тойына шақырмады. Ол қыз мамамнан қорықты ма,
Әлде басқа себеп болды ма? Әйтеуір мен тойда ескерусіз қалдым. Алайда дүние алма кезек деген күн айналмай дәрігер апайымның айтқаны келді. Қарнын құшақтап, Әлима сіңілім қашып келді. Бұл енді сәл беріректе болған жағдаймен вокзалға барайын. Жол серік келем деген күні жұмысымнан ертерек шықтым. Өзім бірде емханада түнесем, бірде пәтерде келіп сіңілімнің жанында болып жүргенмін. Бүгінде 3 сағат ерте келіп пәтерде отырдым. Оқу күні жақындаған сайын Мадикошым азып, тозып, жүдеп барады. Міне сол хаттан кейін өзім барып көрсем деген ой көкейімде жүрді. Бұл менің үмітімнің үзілмеген кезі еді. Аға, сіздер барасыздар, сосын қашан қайтасыздар деп сұрадым Болат деген жол серіктен. Біз Шымкентте қалмаймыз, Алматыға өтіп кетеміз. Сосын вагондарды тапсырып үйімізге қайтамыз. Апта демалып қайта шығамыз дейді. Мен сізбен барсам ала кетесіз ба? Жолда Шымкенттен түсіп қаламын дедім. Әрине қарындасым, любой время әкетемін, ақша берсең болды дейді. Ендеше айлығымды алғанда келемін деп кетіп отырдым. Алайда от пен судың арасында жүріп бара алмадым. Өйткені сіңілім оқуына бармай қалды. Қарны қампайып пәтерде жатты. Қар еріп бастаған кез. Жер үйдің іші сыза тартты. Сөйтіп токсикозына көкжетіл қосылды. Ине салсам қалай болар екен? Осы ине дегенді қалай егуді білем, бірақ салып көрмеппін. Ойланып біраз отырып, бісміллә деп егіп жібердім. Ащы антибиотик ауыртқанда бар жайта қалды. Дым үндемей, жат жаным, міне ыстық шайың, бүркеніп алып ұйықта, мен кешке келем деп кете бардым. Министрлікке хат жібердік, 1 айда жауап келеді. Мақұлдаса, медик болғаның қызым деген апайым естен кіргеннен қуантып тастады. Зыр жүгіріп жұмыста жүрмін. Осыншама жылағанымды Құдайдың көзі көрген шығар. Негізі медик болу мың ұйықтасам түсіме кірмеген мамандық. Тағдыр тартса бармай көр. Осыдан 1 жыл бұрын үйден кетіп емханада тұрамын деп ойладым ба? Мадикошы мынандай күйге түседі деп ойладым ба? Ол кезде Бекіштан айырылу миыма келмеген. Қазір іздеп барайын десем, анау жатқан сіңілім кедергі. Қызуы түспей, көркілдеп әрең жатыр. Сол күні жұмысымнан ертерек қайттым. Аңдып отырып, апайым кеткеннен тайып тұрдым. Қараңғы тартқан кез еді. Әдеттегідей вокзалдан түсіп пәтерімді қарадым. Үй алдында қап-қара қымбат көлік тұр. Мына көлік кімдікі құрсын, терезелерін тұмшалап алған, рөлде отырған адам көрінбейді. Жақындай бергенде алға жылжып кете барды. Мынау кім болды? Біздің пәтерге неге келді? Ол заманда қымбат көліктер аз еді. Мұндайды ақшасы бар байлар мен бандиттер мінеді дейтін. Баса көктеп үйге кірдім. Аузы шайнаңдап сіңілім жатыр. Мына үйге кім келді деп жетіп бардым. Ешкім келген жоқ дейді. Алдама, аузындағы сағызды қайдан алдың деп жан-жағыма қарадым. Дүкеннен алдым, сағыз шайнай бергім келеді дейді. Мұндайда не дейін? Жерік ас деген бар ғой. Сонда да бөлменің ішіндегі тумбаны ашып қарадым. Қалай қойсам солай тұр. Сіңіліме алған дәрі-дәрмегімнен басқа төк жоқ. Мына бөлменің ішінен қымбат атырдың иісі шығады деп мұрнымды тарттым. Қолын бір сілтеген сіңілім қисайып жата кетті. 2 қабат қой, мұндайда мазасын алып ұрса беруге болмайды. Ішіндегі балаға зиян. Оның үстіне 2 сөзінің бірі өлгім келеді дейді. Қорқып жүрмін. Сол күні бөлме ішінен ештеңе таппадым. Бірақ алаң көңілім әлденеге алаңдаға бергенде, саламатсыз ба? Әлгі келген көлік сіздік ме деп көрші бөлмедегі ападан сұрадым. Сіңілім ау, ондай көлігіміз болса, мына жерде пойыз күтіп жатпас едік қой дейді. Сонда ғана менің миыма есік сыртында тұрған ескі тоңазытқыш түсті. Жетіп барып ашып қалсам, іші толып тұр. Мадикош, мыналарды кім әкелген? Білмеймін. Қалай білмейсің? Мұны біреу әкелді ғой. Тоңазытқыш бос тұрған деп сұрадым. Менің әкелгендерім лимон, жаңғақ, ұсақ түйектер, қалған білмеймін дейді. Көрші бөлмедегі ападан тағы барып сұрауға ұялдым. Алайда мына жерде бірдеңе дұрыс емес деген ой келді. Өйткені қыстан шықпай лимон жейтін жағдай қайда? Жаңаға келген абайдың көлігі болар. Ол мұнда неғып жүр? Айтқандай, күнде ауданға келіп, аптасына қалаға шабатын адай жезем неге тым-тырыс? Мамама қызыңның жағдайын айтып, ақпарат беріп жүретін хабаршы еді ғой. Мына қызды оқуға түсіргенде сол адам. Тіпті көлік әперемін, мініп жүресің деп айтты деген. Мен оны үйде жүргенде естігенмін. Құрсын,
көлік әперемін деп қойып, шалдың өзі мына қызды мініп жүргенін болмасын. Мадина, шыныңды айт, үйге кім келді? Бір ешкім дедім ғой, ешкім келген жоқ, сұрай бермеші, деген сіңілім теріс айналып жатып алды. Мұндайда бұл қызбен сөйлесудің керегі жоқ. Өлтірсең де ештеңе айтпайды. Мұнымен иче ырылдасып отырғанша кешкі ас дайындайын, сорпа пісірейін дедім. Бұл үйде бәрімізге ортақ бір ғана газ пеш бар. Бірақ түнеп кететіндер тамақ пісірмейді, вокзалдағы дәмханадан жейді. Сонымен қайдан шықса онан шықсын деп тоңазытқыштан ет шығардым. Сөйтіп сіңлім екеуміз дәмді сорпа пісірдім. Терлеп тепшіп ішіп алдық. Қашанғы жата бересің деп сұрадым. Иығын қиқандатқан сіңлім үндемей отыра берді. Өзің ойлашы, қашанға дейін жасырып жүресің, онан да үйге бар, мамам айт. Бәрібір күндердің бір күнде әшкере боласың деп ойымды айттым. Мен оған осы сөзді бірнеше рет айтқанмын. Рас қой, қашанға жүре береді, оқу жайына қалды. Жата берсең, оқудан шығарып тастайды, айтпады деме Мадикош. Жауап болмаған соң жөніме кеттім. Мына қыздың жолыма бөгет болған қараш. Бекошыма барғым келеді, оған кескен теректей болып бұл жатыр. Мұның еркелігі сонша, аш жатса да тамақ пісіріп жемейді. Есесіне анау дүкеннен тәттілер алып жүр. Қысқасы ертесіне жұмысына бардым. Алайда сенбі болған соң түс қайта ерте келдім. Сөйтсем есік алдында аймандай болып дәу көліктің ізі жатыр. Үстінен ешкім баспағына қарағанда жаңа ғана кеткен сияқты. Содан үйге кіріп тоңазытқышты ашсам, тағы да толтырып қойыпты. Жоқ, мына үйге бөтен біреу келіп жүр. Мына із кешегі көліктің ізімен ұқсас көрінді. Аяғымдағы етігімді атып тұрып бөлмеме жеттім. Мадикошым шырт ұйқыда жатыр. Қабай, мына қыздың өтірік ұйықтап қалған қарашы, біліп тұрмын. Қыз тұр орныңнан, деп иығынан түртіп жібердім. Не болды деп басын көтеріп аллара қарады. Сен қыз маған көзіңді алартпа, онан да мына үйге кім келді, соны айт, деп айғай салдым. Айтпаймын, деген сіңілім жата кетті. Айтасың, неге айтпайсың? Айтпаймын дедім ба, айтпаймын. Айтпасаң ертең ақ мамама хабар жіберем деп жұлқына бердім. Соңында маған алара қараған сіңілім, жібере бер, мамам бәрін біледі деп айтып салды. Ойбай, не дейсің? Мамам біледі дейсің ба? Ендеше мына келген Абайдың көлігі ғой, таныдым, деп ұрсып бердім. Иә, таныған екенсің, не істейсің дейді. Олай болса, Абайдан ба, деп жер тепкілеп қарын көрсеттім. Абайдан емес. Ендігімнен? Айтпаймын. Қыз, Абайдан болмаса ол мұнда не қыл деп жүр? Айғаламай-ақ қой, ол келгенде Абай емес дейді. Сонда кім деп үстіне төне бердім. Абайдың көлігімен адай жездем келді, деген сіңілім кеуде тұсынан итеріп жіберді. Мұны естігенде мен бейбақ бақырып жылап отыра кеттім. Сол жерде Мадинаның аузынан шыққан сөзге есімнен танып қала жаздадым. Бірақ бұл қыздың аузы жаман, не болса соны айта беретін бар. Әсте олай емес шығар деймін. Әлде ерке тотай қыз ашуы келіп айтты ма екен? Өзім де бір сөзді қайталап езе бердім. Мүмкін намысына тиген шығармын. Мыжи берген соң жұқарған жүйкесі сыр берген шығар. Жаныма осы айтқаның қалжың болғай деп жақындай бердім. Алайда кереуетіне құлаған сіңілім бетін басып жатып алды. Мадикош, жаным сол менің. Сен қыз бері қарашы. Қане жаным, түсірші қолыңды. Сен олай бетіңді басып жатып алмашы деп қос тізерлеп отыра кеттім. Сонда менің қолымды қағып жүрген сіңілім орнынан тұрып киіне бастады. Жаным менің, сен маған өкпелеп кетіп барасың ба? Жоқ, дейді иығына шубасын іліп жатып. Ендеше неге киіндің? Ауылға қайтасың ба деп сұрадым. Ауылға бармаймын, мамам келме деді. Сосын сен былай тұршы, әйтпесе бұтыма сиермін, деген сіңілім бөлмеден шығып кетті. Қу тіземді құшақтап қала бердім. Онан әрі, бұл не деген сұмдық деп ойға баттым. Айтқандай, мына қыз маған не айтты өз? Біресе мамам білет деді, оның адай деді, оның соңына Абай деді. Құдай-ау, Абайын түсінемін, 30-ға таяған жігіт. Ал адай деген шал ғой, шал. Егер мен бейбақ шатаспасам, адайдың жасы 50-дің 5-інде шығар. Өйткені менен 10 жасқа үлкен деп мамам айтып отыратын. Әкем қайтқанда, әке орнына әке болатын адай жезделерің бар. Жезденің жақсысы әкеден кем болмайды деп төбесін көкке жеткізіп мақтап еді. Сол адам мақтаған қыз тойда бүлдірет дегеннің кебін кигізді ма? Қазір міне үйге кірсін, мен бұл қыздан бәрін сұраймын. Айтқандай, анам біледі деді. Сонда ол қалай болғаны? Өрімдей қызын құртқанын көрсе де үндемей қоя салды ма? Бұл дегенің рас болса, адам сенгізсіз жағдай ғой. Әлде алдырып таста, көзін құрт деп анам маған әдейі жіберді екен. Мүмкін аборт жасатып құтыламын деп жүрген өзі шығар. Мүмкін Абайдан болған шығар.
Мамам сол үшін үндемей жүрген шығар. Қысқасы, ойлана беріп басым қатты. Мадикошым барып келген 5 минутта маған 5 сағаттай көрінді. Тағатсыздана күтіп отырғанымда келді ақыры. Келді ғой сіңілім. Мадикош, мына жерге отырып шыныңды айтшы. Қолымнан келгенше көмектесейін. Сен маған мамам біледі дедің бе? Иә, біледі ғой, саған бар деп жіберді, дейді. Олай болса ешкім білмейді, білсе өлтіреді деп жылағаның қайда, деп сұрадым. Біледі деп айтпа деп тапсырды, дейді. Ендеше неге алдырып тастайын деп жылап жүрсің, деп сұрадым. Сол құтылғым келеді, менің басқа жігітім болған, дейді. Әңгіменің төркіні түсінікті бола бастады. Абортқа көмектесемін дегеніме үміттенген сіңілім бәрін айтып берді. Тыңдап көрейін. Қалада өзімен оқитын жігіті болған. Махаббат деп елтіп жүріп, сол жігітке алданып қалған. Екеуі кездесіп жүргенде бұзақы жігіт біреуді пышақтап істі болып кетіпті. Сол аралықта адай жездеміз жолыққаны ол кісі үнемі барып тұрады. Сорлы қыз мән-жайды айтып араша сұраған. Яғни жігітін соттан құтқарып өтінген. Алайда анық қанығына жеткен жездеміз өзі де қарап қалмаған. Дайын асқа тік қасық болған. Былайша айтқанда, құрған қызды құшағына басқан. Міне бұл сұмдықтың төркіні осығаны. Соңында сорлап қалғанын білген сіңілім жылап, еңіреп мамама барған. Мамаммен ашып сөйлесіп отыратын. Мен олай сөйлесіп көрмегенмін. Болған жағдайдың бәрін баяндаған. Тіпті адай жездесінде айтқан. Мұндайда мамамды Құдай өлтірсін ба? Адайдың жанды жеріне тас кенедей жабысып алған. Адай енді құтылып көрсін. Мамам қанын теспей сорады. Адай жезде не деді? Айта ғой енді. Айтқым келмейді, дейді. Айтпаған нең қалды? Адайдың не деген айтсаш, деп арқасынан қақты. Оны сұраған себебім адайың тіс қаққан адам, жігіті жайлы сұрап, құрығанын білген болса, бала менен емес деп шығуы мүмкін ғой. Сол үшін сұрадым. Мұндайда кез келген жігіт басын алып қашады. Ой, ол қыз пәленкеспен болған, түгенпеспен жатқан деп өздеріне шаң жолатпайды. Сонда абайға ұқсаған әккі шалдың лезде мойындай салғаны қалай? Мадикош айта ғой енді. Адай не деп жүр? Деп қайта сұрадым. Білмеймін, адайды көрген жоқпын, дейді. Жаным-ау, сен қыздың қай сөзіне сенейін? Қазір ғана абайдың көлігімен адай келді дедің ғой. Әлде өтірік айттың ба? Иә, өтірік айттым, дейді. Сөйтсем, әңгіменің төркіні басқа жақта екен. Бұл екеуі мына баланы абайдан туды қылатын сияқты. Мұнысы нағыз сұмдық еді, қайтейін, дейді кейіпкерім. Осыны бастан ақ ішім сезгендей болған. Байлық қуған анасы бақытты қызын отбасынан айырып абайға бермекші болды. Міне сол тілеген Құдай тағала тас төбеден берді. Мұндай жалған намыс кімге керек? Бергісі келсе бақытты қызын бейбақ қылмай әлимасын бермей ме? Әрине, оны бермеске себебі бар. Себебі сол. Олар абайдан бірнеше жасқа кіші. Оның үстіне абайын қатын жіберген бала. Және де ол екеуі анасының айтқанына көнбейді. Сонда түткенге жүн жақсы демекші, момын қызының соңына түсіп айырып тыңда. Замандас, сен маған мынаны айтшы. Сен өзің сол қатынның туған қызсың ба, яки бөтен ба? Әрине, мамаңды қатын дегенім үшін кесірім сұраймын. Мұндай жағдайда менің де басымнан өткен соң сұрадым, дедім. Мен өзім бөтен отбасында асыранды бала болдым. Бірақ мені бағып қаққан анам мына кісінің жанында алтын ғой. Олар мені оқытты, үйлендірді, үйлі қылды. Өз балаларынан кем көрген жоқ. Осы күні екеуі де марқұмдар, иманды болсын. Сонда өзінің жатырынан шыққан балаға ана деген мұншамада жауыздық жасай ма? Иә, ол менің туған анам ғой. Бірақ мен әжемнің қолында болдым. Сұраған екенсің, басынан бастап айтып берейін. Әкем әжемнің 2 ұлының кенжесі болған. Үлкені ертеректе қайтыс болыпты, жастай қалған әйелі басқа еркекпен көңіл қосқан. Оның ішінде бір қыз кеткен, дейді. Ол қызбен барыс келісіміз жоқ, қазірде хабарсыздан. Оғанда осы анам себепші болыпты. Жалғыз ағаңның басын жұтып басқа байға кеткен, қатымен араласып нең бар депті әкеме. Қызымыз кетті ғой, көрейік десе, өзіңде бір емес 2 қыз бар, жөніңе жүр деп жібермей қойыпты. Ол кезде енесімен сыйыспағаны анам бөлек тұрған. Әжем қу басын құшақтап жалғыз алғанда алданыш болсын деп мені берген. Ол кезде мамам жас қой, жұмысына кедергі болған соң берген. Оны өз аузымен айтқанын талай естідім.
сен қызды кемпір бақты, әйтпесе жұмыс дегенді білмей өтер едім. Сол кемпірдің арқасында әкеңмен қатар еңбек еттім деген. Содан мектепке баратын кезде қайтып алды. Ол менің еміс-еміс есімде. Өйткені Мадинаны туған анам үйде отырды. Ал арада көп өтпей жалғыз қалған әжем қайтыс болды дейді. Айтқандай замандас жол серікке ақша төлеп хат бергенше поштадан неге салмадың? Осыны оқырмандарым сұрап жатыр, дедім. Иә, пікірлерді оқып отырмын, бірақ поштадан барған хатты кез келген адам ашып оқиды. Бекош үйленіп кеткен болса қайтемін, яки енемнің қолына түсе қайтемін. Арадан 6 ай өтіп, басы босаған еркек үйленіп кеткен шығар деп қорықтым. Олай болса хатты Бекоштың қолына тапсырған дұрыс деп апайымдайды. Сол үшін жол серіктен беріп жібердім, дейді. Дұрыс замандас, дұрыс айтасың. Мен де солай ойлағанмын. Алайда бірнеше оқырмандарын поштадан неғып салмайды деп жазғанға сұраған еді. Қазіргі қазақ сен жоғалтқан түйенің, инені биенің үстінде отырып іздейтіндер. Оларға мән берме, мұндайды басына түскендер ғана түсінеді, деп жауап күттім. Сонымен құрған қызды мамам маған әдейі жіберген. Бірақ мамам біледі деп айтпа деген. Сөйтіп ың-шыңсыз Абайдың баласы деп ұзата салмақшы болған. Айттым ғой, Абай дегеннің әкесі мен шешесінің арқасында адам болып жүрген біреу. Ол сорлыны бекерге сабалақ демейді. Сол күні Мадина сіңілім ақтарылып рас сөйледі. Адай жездені айтқандай маған да айтып берді. Ол жігіт универдегі салмақты жігіттерін бірі еді. Сол қалада туып өскен, местный болған соң топтағы жігіттер қатты қорқатын. Қыры соңыма түсіп қоймайды. Сөзі де өзі де өткір болғанға көңіл бұрдым. Екеуміз қыз жігіт болып жүре бастадық. Апта жүргенде ол өзінің дегеніне жетті. Мені бүлдіріп қойды. Сен маған не істеп қойдың деп жыладым. Жылама, екеуміз үйленеміз, мен сені жақсы көремін деді. Онан кейін тағы бір рет кездестік, бірақ көлікте кездестік. Содан бір күні ол мені тағы да шақырды. Ұнатып жүрген соң жоқ дей алмадым. Боянып, сыланып жетіп бардым. Алайда пәтерге кіргенде соңымнан келген біреу есік қақты. Оны танымаймын, мүлдем бейтаныс еді. Сөйтіп жігітім екеуі біраз сөйлесті. Соңында мен сходқа бармасам болмайды, шақырып жатыр, бірер сағатта келемін, күте тұр деген жігітім жалғыз қалдырып кетті. Мен оны таң атқанша күттім, бірақ ол келмеді. Сөйтсем бір баламен төбелесіп пышақтап тастапты. Ол бала өліп қалған. Жігітім 10 жылға сотталады дегенді естігенде қатты қорықтым. Бүлініп қалдым, енді мені кім алады деп жыладым. Білесің бе, Накош, басым қатып жүргенде Адай жездем келді. Екеуміз дәмханаға бардық. Ақ балдыз, көңіл күйің жоқ қой, біреу тиісті ма деп сұрады. Жоқ, бәрі жақсы жездеке деп алдамақшы болдым. Жездем маған сенбеді. Мені білесің ғой, біреулер тиісе айт, бір-ақ ауыз сөзбен шешіп беремін деді. Тап осы сөзіне алдансам керек, ішім дегені айтып көмек сұрадым. Ақ балдыз, олай болса қорықпа, өзім көмектесем деп уәдесін үйіп төгіп кетті. Онан ертесіне келіп, мамаңа айттың ба, ол кісі біле ма деп сұрады. Ойбай жездеке, мұны сізден басқа ешкім білмейді. Мамама айтып қоймаңыз деп шыр-пыр болдым. Ақ балдыз-ау, ендеше кешке сөйлесейік, қазір жұмыстарым бар, мен саған көмектесемін. Сен оны ешкімге айтпа деп кетіп отырды. Алайда әне көмектесемін, міне көмектесемін деп жүріп алды, дейді. Сосын не болды деп сұрадым. Сосын бір күні қаладағы қымбат үйіне бардық, сол жерде болдық, дейді. Ей, сормаңдай қыз-ау, Адайда нең бар, ойбай, ол сенің әкеңнен 6 жасқа үлкен еркек қой деп зар еледім. Соңында бетін басқан сіңілім маған қосылып еңіреп алды. Мен мұны қайта-қайта сұрадым. Бір емес, бірнеше рет сұрадым. Тіпті күні мен сағатында қоса сұрадым. Өйткені бала кімнен екенін білгім келді. Мүмкін Адай жездеміз анамнан қорқып мойындаған шығар. Қысқасы сол күнгі сіңілімнің сөзінен ештеңе ұға алмадым. Себебі қайсы ай күні кездескенін нақтылап айтпады. Мүмкін Адайдан екенін білетін шығар, бірақ өзі жас жігіттен болғанын қалап отыр. Әрине, шалдан туды деген қандай жаман. Демек баланың тегі белгісіз. Бала Адайдан немесе анау бұзақы баладан. Мамама не деп бардың, қалай айттың деп сұрадым. Мен мамама айтқанымды саған не айтып отырмын, дейді. Мамам не деді? Мамам сотқа беретін анау бала сотталып кеткен болса, атамнан әрі кетсін. Мен мына Адайды ұстаймын деп шығып кетті, дейді. Сонан соң не болды? Сонан соң бірер сағатта қайтып келіп, сен қыз өз қолыңмен істегеніңді мойныңмен көтер.
баланы алдырамын дегенді айтушы болма, туасың деді. Тусам оқуымды кім оқиды деп сұрап едім, ол жағын адай жездең өзі реттейді деді. Сонда мені адайға бересің ба деп жыладым. Адайға бермеймін, берсем абайға беремін, бүлінген өзің деді. Абайдың қайта-қайта келіп ақша беріп жүргені сол ғой деді. Сұмдық. Менің мамам адам ба өзі? Құдай арманына жеткізген екен. Абайжан деп қоймап еді. 3 қатын жіберген әумесірге өрімдей қызын берсін енді. Осы абай демекші мені берем деп жүріп, оның да отбасын бұзған. Әне бір жүрген келіншектің жауабын беріп жіберген дейді. Кейін мен тимеймін деп қалаға қашып кеткен соң, сол келіншекке қайта барыпты. Алайда менің қызым кет десе, кетіп кел десе келетін ит емес, көзіме көрінбей құрыңдар деп анасы қуып шығыпты. Ана деген осындай жанашыр болса ғой, бармай қайтсын. Бір үйде сақырлаған 2 еркек қалған. Олардың тамағы бар, жуатын кір қоңы бар, кез келген үйге қатын керек. Міне ақша деген бәріне бірдей бақыт әкелмейді дегенге дәлел осы. Бір үстелде отырып тамақ ішпесе, үңгілаған баланың үні мен шықылықтаған күлкісі естілмесе, ол үйде қайдағы бақыт? Олардың екеуі де тамақтарын дәмханадан жеп жүргендер. Бірақ қашанғы жейді? Дәмханадан жегенің үйіндегі үстел басында отбасымен отырып, бір кесе шай ішкенге жетпейді. Маған не айтпа деді. Біреу білсе масқара боламыз қызым. Ауылда қалсаң ел жұрт біледі. Сол үшін ешкімге айтпай Нағимаға бар. Сонымен пәтер жалдап бірге тұрда туып ал. Оған алданып қалғаныңды айт, бірақ жездең жайлы жақ ашпа деп тапсырды дейді. Иә жаным, туып алған соң дұрыс, әйтпесе бірақ бейгүнә баланың обалына қаласың. Сол үшін алдырамын деп айтушы болма, жарай ма? Оны айтып жүрген өзім ғой, әйтпесе мамамды алдырма деп тапсырып жіберді. Мен бұл баланы туғым келмейді. Тусам абайға береді. Мен оған тимеймін. Ол бөлем жүрген бір чорт қой, ауылдың бәрі сондай деп мазақтайды дейді. Тағы да айтамын, абай деген шынымен әумесір жігіт. Бір қарағанда ақыл есі дұрыстай көрінгенмен, қылықтары 15-тегі баланың қылығындай. Осының бәрі жалғыз ұл деп қатты еркелеткеннен болған дейді. Ол сорлы жынды деп жынды емес, сау деп сау емес. Адай өлсе қаңғып далада қалатын бала. Маманың Абайжан деп жүгіргенінде осы. Тәніш өлсе байлығы осына ие боламыз деп. Алайда біреудің малы бір адамға бітеді деген бар. Сол адам өлсе малда құриды. Тәнішің біздің совхозда есепші болған кеңес құлағанда басшылықта отырған 5-6 адам сол совхозды қылдай бөліп алған. Малды малдай, көлікті көліктей, жерді жердей бөлісіп талан-таражға салғаның бірі дейді. Көрерміз. Адайың жалғыз ұлымен қаңғып қалмасын дейіңіз. Құдайдың өз есебі барын ұмытпайық. Бұл менің сөзім емес, мына ауылдағы адамдардың сөзі. Осылайша мамамның ойы белгілі болды. Мадикош, Абай мұнда қанша рет келді деп сұрадым. 5 рет келді дейді. Онымен араларында бірдеңе бар ма? Жоқ, ештеңе жоқ деген сіңлім шошып кетті. Сонда қалай? Мен жоқта келеді. Оған мына жерде отырып кете ме? Былай қипақтамай ма? Жоқ, ол маған вообще тиіскен емес, даже намек тастаған емес дейді. Жарайды. Ендеше маған мынаны айтшы. Ол сенің алданып қалғаныңды біле ме деп сұрадым. Білмеймін деп сіңлім басын қиқаңдады. Бірақ білсін білмесін ол сорлы ештеңе шешпейді. Оны шешетін мамам мен Адай деген жексұрын шал еді. Адайың 60-қа таяса да қымбат көлікпен қымбат киімде жас көрінеді. Адамның көркі шүберек деген. 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні әкесі көтертті, баласы қатын қылады. Сонда баланың тегі білінбей кетеді. Әрине, өз ғаны болса білінбейді. Осыдан кейін менің де амалым қалмады. Оқуын Адай жапса, тамағын Абай әперіп, пәтерін төлесе, осы жерде жүре берсін деген ойға келдім. Өйткені бұл сұмдықтың онан басқа жолы жоқ еді. Анам да обал жоқ ау. Бірақ мына отырған сіңіліме обал. 17-сінде құрып, 18-інде ту балапандай қалғандай қатын болады. Мен жақында кетемін, сен өзің қыла тұрасың дедім. Қайда кетесің деп тәужеңдей қарады. Мені емхана атынан оқытқалы жатыр. Қалаға барып, құжат тапсырып келемін. Сен жалғыз қаласың дедім. Онысы жақсы екен, мен де оқығым келеді дейді. Оқығаның дұрыс еді ғой, бірақ сен оқымайсың, сенің орныңа Адай жездең оқиды. Нақтырақ айтсам, сол кісінің жылқылары мен қойлары оқиды дедім. Я, мамам солай айтқан, жездеңнің өзі оқытады деген деп төмен қарады. Осыны қатаң тапсырып шығып бара жаттым.
Апайым оқуға кетесің, дайындал деген. 3 күн құжатпен жүгірдім. Ауылға бардым, бірақ үйге бармай, бірге оқыған құрбымның үйінен қайттым. Әрине, министрлік оқытқалы жатқанын айтып мақтанып алдым. Оны естіген ауыл іші Динаның қызы доктор болғалы жатыр екен деп шу ете қалды. Оған бірі дипломды адай әперген шығар, әйтпесе қайдағы доғдыр десе, енді бірі сол қыз аудандық ауруханада жұмыс істеп жүрген, оқып алған екен ғой деп жорамалдап жатты. Ал арадан көп өтпей Динаның кіші қызы Абай екеуі қалада тұрады екен деген өсек ете қалды. Әрине, бұл өсектің мамамнан шыққанын білдім. Ел құлағы үйрене берсін деген түрі ғой. Әйтпесе студент қызының құндағындағы баласына мына жұртқа түсіндіре алмайды ғой. Онысын біліп жүрсем де ешкімге айта алмаймын. Дегенмен көрек, Құдайдың маңдайына жазғаны бола ма, мамамның қалауы бола ма. Апай, оқу басталмай тұрғанда Шымкентке барып қайтсам деп ойымды айттым бір күні. Барам десең бара ғой, бірақ атаңның жылы өтті ма деп сұрады. Жоқ апай, жылы өткен жоқ, 100 өтті дедім. Иманды болсын жарықтық деген апайым бетін сипап рұқсатын берді. Мен бұл кісіге қатты бауыр басып кеттім. Анамның орнына көргім келеді. Сол үшін ұсақ түйекке дейін сұрақ ақылдасып отырам. Онан қалса ішімдегі сырымды айтып, жеңілдеп қаламын. Әттең, менің анам осындай болғанда ғой. Ол кісімен сыр айтпақ түгілі бетіне қарауға қорқамын. Осыдан менің де балам болатын болса, құпиямен бөлісіп сырласып отырам. Кез келген мәселені талқылап сұрап отырамын. Ананың қатал болғаны жақсы, бірақ сырласпаған жаман екен. Басымнан өткен соң айтып отырмын. Жасым 45-ке келді. Жас келіншектерге айтар ақылым, баламен жақын сөйлесу керек, әсіресе қыз баласымен. Анасы көп сөйлесу керек. Сонда ғана бала ойын айта алатын, батыл болады екен. Тым болмаса өзін өзі қорғай алатын халге жетеді екен. Бірақ бет-бетіне жіберуге де болмайды екен. Оған мына Мадикош мысал болсын. Қатты еркелетіп, бетін қақпай өсіріп еді, соңында шоқ болды. Ол қызды алда қандай өмір күтіп отыр, білмеймін. Анау есерсоқ түрмеден келіп, менің балам десе, масқараңыз сонда болады. Оның соңы талас болып ДНК тапсырса, ол бала екеуінің де баласы болмай шықса не болады? Құдай-ау, ұрлық пен қарлық 3 күндік деген. 65-ке келген адай шалдың баласы болса, сұмдық болмай ма? Ондайда қодар шал мен келіні сияқты кендір жіппен асалған дұрыс. Ойлана беріп асым қатты, сіңілімнің болары болып бояу сіңді. Өзімнің де жетсіп жүргенім шамалы. Бәрін тастап өзіме қарайын дедім. Мына оқуды өкіметтің арқасында оқып алсам деп қоямын. Бірақ алдағы күндері Бекошыма барып тілдессем деймін. Аға, мына пойыз Шымқалаға сағат нешеде барады деп сұрадым жолсерік ағайдан. Таңда барамыз дейді. Ендеше мен билет алайын. Ой қарындасым, билетті не қыласың, қымбат қой. Онан да маған кел, арзандау барасың. Сен де әдемі қызға өзімнің орнымды берсем де апарамын дейді. Алғысымды жаудырып отырып алдым. Ағам уәде бергендей өз орын босатты. Гөрсілдетіп алып жылжып барамыз. Енді не болады деп ойланып жатырмын. Үйіне кіріп барсам қалай болады деймін. Бекошым үйленіп кеткен болса ше. Әлде көзі 4 болып мені күттіп жүрм екен, қалай көрем, қалай хабарласамын, кім арқылы сөйлесем. Үйін ғой, таксистер тауып берер, бірақ әрі қарай қалай қыламын. Арасында мына ағам жайлы да ойлап келем. Бұл кісі менен қанша сұрайды екен? Билетсіз арзан апарам дегенге мініп алдым. Енді аузына сыйғанды айтатын шығар. Әрі-бері өтіп, қайтып зырылдап жүр. Аға, қанша ақша берейін деп сұрадым. Әлде бірдеңе іздеп кірген жолсеріктен. Ой қарындасым, үндемей жата бершіш, ол жағын кейін сөйлесеміз деп қолым бір сілтеді. Қорқып жатырмын. Өзімнен өзім қорқып барам. Шымкентке таңда барады. Кешке дейін бітуім керекпін. Оның бәріне таксимен жүрсем қалтамдағы жалақым жетпейтін шығар. Сонда менің басты қорқынышым Бекошым болды. Басқасы түк емес. Бекош үйленіп кетпеген болса болды деймін. Сонымен шайқалған пойыз бір станцияға келіп тоқтады. Зыпылдаған ағам жомарттық танытып тамақ берді. Не деген жақсы адам, мейірімді адамдар көп қой сірә. Рахмет аға, рахмет деп жатырмын. Ойлана беріп қатты шаршадым. Көзім ілінген екен, әлде біреу түрткендей болды. Аға, бұл сіз ба? Иә, мен ғой қарындасым деп сыбырлап тұр. Тас қараңғы ғой, сағат неше болды деп сұрадым. Сағат түнгі 3-ке таяды, бәрі ұйықтап жатыр. Не ғой қарындасым, мен мына жерге сыйысып жатпасам шаршап тұрмын дейді. Ойбай аға, жындысыз ба? Жоқ ой қарындасым, тегін барасың.
Былай нетсең, мен мына жерге жата салам ғой, деп қолын жүгіртті. Бәсе, мына кісі неге сонша жомарт десем, мені айналдырып бармақшы ма? Тарт қолыңды, әйтпесе айғайлаймын, деп қағып жібердім. Қош қарындасым, үйтіп өзіңді өзің позор қылмаш, деп жалынып тұр. Атып тұрдым да кеуде тұсынан итеріп жібердім. Содан шығып алып жылайын екен. Жақсы кісі деп отырсам, арам ойы бар екен ғой, әйтеуір құрдай жорғалап зыпылдап кетіп еді. Немене, еркек дегенің бәрі сондай ма? Адайың шал болса да жас қызға қырындап қойды ғой. Кешір қарындасым, кешірші. Біз бір кеткенде апта 10 күн жолда жүреміз. Жеңешеңді қатты сағынып едім. Болды, енді қайталанбайды дейді. Қысқасы, қанша жалынса да берген орнына жатпай қойдым. Шымға дейін тік аяқты тұрып ұйықтамай бардым. Сөйтіп есім ауышып вокзалдан түстім. Такси аламыз, такси деп айғайлап жатыр. Түндегіден кейін еркек атаулыдан шошып қалған жастарға жақындауға болмайды. Қарасам жас шамасы 50-дің үстінде, басын ақ шалған егде кісі көрінді. Қорқа басып жақындай бердім. Аға, таксисіз ба? Иә, таксимін, қайда барасың дейді. Мен мына мекен жайға баруым керек, деп қағазды көрсеттім. Бұл қаланың сырты ғой, алыс жер, деген ағам. Қанша бересің деп сұрады. Түндегі жол серікке түк бермей тегін келгенім, соны сұрар деп отырып алдым. Білмеймін, келін боп келгенімде жақын көрінген такси ағам біраз жерді айналып жүріп алды. Содан күн сәскеде үйге жетіп, көше басына түсіп қалдым. Бұл жағы тағыны қоймас, бірақ үйге жақын көршілер танып қою мүмкін. Азды көпті 6 айдай араластым ғой. Сонымен көзіме көзілдірік киіп аяңдай бердім. Әне көк қақпасы бар Бекошымның үйі. Күн ыстық екен, көшеде адам көрінбейді. Алдымен төмен қарап бір өттім. Ана жолға қараған терезеде біздің жатын бөлмеміз еді. Сол терезенің артында талай тәтті түндерім өткен. Бақытты едім ғой мен ол кезде. Алаңсыз жүрген едім. Құртты ғой бәрін анам, құртты. Ал мына терезе ас ішетін бөлмеміз болған. Атам мен енеме өз қолыммен сүтті шай қойғам. Анау бұрыштағы үстелде Қытай теледидары тұратын. Көзімнің жасы төгіле берді. Келесі бір ағаш көлеңкесіне барып сөмкемнен орамал шығарып бетімді сүрттім. Жоқ жерде тұра беруге болмайды. Өткінші кісідей кете берейін. Мынау міне Қанаш дегеннің үйі. Мен келін боп түскенде кемпір қайтқан. Қатар болмаған соң келін балалармен қатынасым жоқ. Ал анау қарсы үйде өзбек отбасы тұратын. Олармен ата-енем ғана араласатын. Осылардың қайсысынан кіріп сұрасам да Бекош жайлы біле алам, бірақ ол ұят. Бір қатын байыңыз деп Маңғыстаудан келді десе қандай жаман. Қой, бұлай жүре беруге болмайды. Тағы бір өтіп қайтайын деп сызып өттім. Үй тұсына келгенде басымды көтеріп қарадым. Бұл менің соңғы рет қарағаным болды. Өйткені басыма орамал таққан жас келін есіктен шыға берді. Тіпті тәпішкесі шартылдап қорған ішімен қора жаққа кетіп бара жатқан естім. Сол жерде жүрегім тоқтап қала жаздады. Себебі өкілеп келген үмітім үзілді. Көзімнің жасын сорғалатып кете бердім. Жүріп отырып үлкен көшеге жеткенде такси деп қол көтердім. Шымкент деген ол кезде үлкен қала. Қазір онан да үлкейген. Тоқтай қалған алғашқы көлікке отырып тартып кеттім. Пойыздың бәрі түнде жүреді, билет бар, деді кассада отырған қыз. Билетсіз келем деп қызық көрдім ғой, алып алдым. Сөйтіп жүргенде түс болды. Сонша жерден келдім ғой, анық-қанығын білмей кете берем бе? Мүмкін тағы да барып көрермін. Алдымнан кішкентай балалар шықса, сұрасам айтпай ма? Бірақ Бекарыс аға келіншек әкелді дегенді есту қандай ауыр еді. Сері жігіт деп ат қойған қайным әскерге кеткен, оны естіген едім. Атам бейшара марқұм боп кетті, енем болса айғайлап ұрсып берді. Ал ұрсып берсеш? Егер әлгі шыққан келіншек келіні болса, тезде көзіңді құрт, баламның отбасын бұзасың деп анық айтады. Мұндайда кім болса да бұл кім деп байынан сұрайтын рас. Мүмкін бармай-ақ кете берем. Алайда дәрігер апайыма не айтамын? Барсаң анық-қанығына жетпей қайтпа қызым деп айтып жіберген. Осыны ойлағанда такси дегенге қайта отырдым. Білмеймін, мен бейбақтым, тұзым жеңіл ме, әлде сорым ба, әйтеуір үй жағыма тағы да бардым. Мен сонда жылап алуға қайттым. Қайтейін, сонша жерден барғанды үмітім ақталмады. Әнеу бір басында орамалы бар келіншекті Бекоштың алған әйелі деп ойладым. Тоқташ, замандас, сөзің аузында болсын. Сен маған мынаны айтшы.
Сонша жерден барған болсаң, неге кіріп бір ауыз енеңмен сөйлеспедің? Ақтау мен шынның арасы жақын емес. Сонда жайдан жай барып бір келіншек көрінгенге қайта салдың ба деп сұрадым. Иә, қайта салдым. Ол қазір айтқанға оңай замандас. Ол кезде маған өте қиын еді. Оның үстіне жаным күйзеліп, не істерімді білмей жүрген кезім. Менің өскен ортам басқа, тәрбием басқа. Қазір мысалға қыз жігітін іздеп бара береді. Тіпті некесіз жатып жүре береді. Ол заманда қыз еркекті іздеп келді дегенің өзі сұмдық еді дейді. Сұмдық болғанда сонша жерден барған екенсің, көрмей кеткенің обал болыпты. Көңіліңе келмесін, сен өзің шынымен бардың ба? Барғаның рас па деп сұрадым. Өйткені маған мұның сөзі сенімсіз көрінді. Бұл дегенің кімге болса да сенімсіздеу болатын. Ойлаңыздаршы, сонау Ақтаудан Шымкентке барасың, барған үйіңізді іздеп табасың, бірақ есігінің алдында бөтен келіншек көрінді деп қайта саласың. Бұл деген ақылға сыймайды. Былайша айтқанда, мұндайға есі дұрыс адам сенбейді. Құрдас, мен айтып отырмын, сен жаза бер. Үйінің алдына екінші рет барғанда кешке дейін жүрдім. Сөйтсем, күн ыстықта үйлерінен шықпаған ауыл адамдары 5 болғанда есік алдын қаптап кетті. Біреулер бала шағасымен улап-шулап шәртек астында шай ішіп жатты. 3 рет өтіп қайттым. Әдейілеп мойындарын созып қарағандар болды. Бекоштың үйіне кірейін десем, әлгі келіншек тағы да көрдім. Сосын батын алмадым, дейді. Жарайды, замандас. Ендеше екінші барғаным сорым болды дедің, соны айтшы. Айтқанда былай. Сол келіншекті қорған сыртынан көріп, мынау Шәрипа ғой деген ой келді. Қысқасы, Шәрипа деген қыз болатын. Мен оны сырттай танитынмын. Құрдастары менің Бекошымды сол қызды айтып деп мазақтайтын. Екеуі бұрын жүрген ба, сөйлескен ба, анығын білмеймін. Енем де сол қызды әперуге қарсы болмаған. Алайда баласы Шәрипаны тастап маған үйленді. Бәрі де тез, бәрі де жылдам болды. Әкесі өлді деген, бірақ үйінде бөтен келіншек жүр. Сонда әкесінің жылына қарамай баласы үйленген ба деп таң қалдым. Өйткені Бекош та енем де ақылды кісілді болды. Әкесінің жылы өтпей бала үйлене ма? Олай болса Бекоштың үйленгеніне біраз болды. Әкесінің көзі тірісінде үйленген деген ой келді. Менің мамамнан көзі қорқып қалған енем, үйлен балам, ол қызды қой деп үйлендіруі мүмкін ғой. Оның үйленгенін есту маған өте қиын болды. Сол жерде миым істемей қалды. Сонан соң тағы бір түрткі болған нәрсе, сол келіншектің дауысы таныс көрінді. Айттым ғой, Шәрипаға ұқсаттым. Жылап қайтатын сол еді ғой енді. Сонымен дым білмегенде ауданға келдім. Бірақ үкіліп барған үмітімді үзіп келдім. Жатып алып ойланайын. Енді не істеу керекпін? Осылайша бір үйдің үлкені, мен, кішісі бір бөлмеде жылап жатырмыз. Менің бақытыма балта шапқан анам болса, Мәдина да анамнан көріп жылады. Бәріне мамам кінәлі деп айта беретін. Күндер зулап өтіп жатты. Бір күні апайым шақырып дауыс көтере сөйледі. Осымен доғар енді, бәрі бітті. Бітсін осымен, деді. Бітпеген несі қалды, бітті апа, бәрі бітті деп көзімді сүрттім. Мен саған айтайын, сендерде бәрі біткеннен мен өзім әлдеқашан біліп едім. Тіпті Шымкентке де жіберім келмеген. Бірақ сенің халіңді түсініп барып келе ғой дедім. Әйтпесе босқа барып қайтатының анық еді, деді. Апай, сіз оны қайдан білдіңіз деп сұрадым. Өйткені енем осы кісі арқылы хабар болады деп айтқан еді. Апайымнан білдім. Дегеннен сол ойыма орала кетті. Мүмкін енем екеуі хабарласып отырған болар деп ойладым. Оған бірнеше себептер бар, қызым, деді апайым. Қандай себептер деп жалт қарадым. Бірінші себеп сенің шешеңнің мінезі деп айтып салды. Иә, ең бірінші мамам ғой, бірақ тағы қандай себептер бар? Қызым-ау, сенің шешеңнің мінезіне ешкім шыдамас. Ондай елмен кім құдағи болғысы келеді? Бара ғой енді, жақсылап дайындал. Алдағы апта оқуға кетесің, деген апайым сөзді бұрып кетті. Қайталап сұрауға қорықтым. Аудандық емхананың бас дәрігері ғой. Алайда тағы қандай себеп бар деген сұрақ ширек ғасыр көкейімде жүрді. Сенесің ба, замандас, ширек ғасырдан кейінсің дейді. Жарайды, Накош, қалған жағын тоқтамастан айтып берші. Әңгіме тым созылып кетті деп оқырмандарым сөгіп жатыр. Олардың бірнешеуін бұғаттап та үлгердім. Кім екен қайдам? WhatsAppқа шыққандардың бірі біраз сөз жазды. Сонымен аудандағы пәтерді екі бейбақ тұрып жатты. Бір күні жұмыстан келсем, зар жылап Мәдикошым отыр. Не болды жаным, бір жерің ауырып отыр ма деп жетіп бардым. Жоқ, Накош, мамам келіп кетті.
қалаға бара жатыр екен, қайтқанда соғамын, ауылға кетеміз дейді. Менің барғым келмейді дейді. Кіммен жүр екен деп сұрадым. Адай жездем екеуі келді. Қыз жасауын әкелемін, сені қолдан ұзатамын деп айтты дейді. Енді не істейміз деп екеуміз бірдей өкіріп жылап алдық. Бар десе бара ғой жаным, бізге араша түсер кім бар дейсің, екеуміз де шарасыз күйдеміз деп басу айттым. Бетін басып бақырып жылап ол қатты. Кетсе кетсін дедім, қайтейін, себебі әрісі апта 10 күнде мен де кетемін. Министрлік мақұлдап қойған. Егер бармай қалсам апайым өкпелейді. Осының бәрі сол кісінің арқасында болып жатыр. Сол күні екі бейбақ жылап жатып қалдық. Мен Бекоштан айырылғаныма жыласам, сіңілім абайға тимеймін деп зар илеп жатыр. Дегенмен жазған құлда шара жоқ. Бетіне қарап отыратын уақыт жоқ, жұмысыма кеттім. Апайым министрлік мақұлдаған қағазды қолыма берді. Алдағы аптада қалаға кетуім керек. Жеңілдікпен оқитын студент боламын. Міне осы қағаз менің өмірімді түбегейлі өзгертті. 40 күндік алғашқы мерзімді оқуыма кеттім. Қаланың аты қала, жаңа достар таптым. Жағалаған жігіттерде шек болмады. Олар менің байға тиіп ажырасқанымды білмейді. 2 рет бала тастағаным өзімен апайыма аян. Сонда жүріп естіттім. Бірінші келгенде қашып құтылған сіңлімді андып жүріп, екінші келгенде ұстап алып кетіпті. Қалай болған десеңіздер айтайын. Сол күні қалаға кеткен мамам келмеді, ертесіне де келмеді. Мүмкін Мадикошым бармаймын деп жылағанға қоя салған шығар деп ойладық. Ол кезде мен ауданда едім. Ал арадан апта өткенде жасауың дайын деп абаймен бірге келген. Ол менің қалаға кетіп Мәдинаның жалғыз қалған кезі. Меніңше Нағима оқуына кетсін деп күткен шығар, кім білсін. Сол келгенде сіңлім қашып құтылған. Қазір мен киініп алайын деп терезеден секіріп тайып тұрған. Сонда есік алдында күтіп отырған екеуі жер сипап таппай қалған. Бірақ адайдың ақшасы болмаса қайда барсын? Қашан болмасын қайтып келетінін білген. Ертесіне аңдып келсе тағы да қашып кеткен. Сонда мамам үйде қалып, абай шығып кеткен. Көлік кеткенде қайтып келмей ме? Мамам шап беріп ұстап алып кете барған. Ойбай-ау, осы айтқаның да рас па замандас? Рас, жаза берсей. Сен жайлы сіңілдеріме айтып, оларды оқып жүр. Өтірік болса жазар дейді. Бірақ мұндай адамдар болады. Өз басым сенемін. Осындай болмаса да, осыған ұқсас жағдай біздің ауылда да болған. Шешесі 2 қызының үлкен оқуға жібермей, өзінен 13 жас үлкен қатыны өлген еркекке беріп жіберген. Сондағы қатынсыз қалған еркек ауыл советтің баласы еді. Ол заманда осы ауыл совет дегенде әжептәуір мансап болған сияқты. Дегенмен көзі көр, санасы соқырлар осы күнде бар. Қатынның жас болғаны жақсы, қатын тез қартаяды деп пәл-сәпә соғады. Жаста тұрған не бар? Қызым бақытты болса болды, жыламай жүрсе болды, үйреніп кетеді дейтіндерді естіген шығарсыздар. Оларға тең-теңмен, тезек қабымен деген нақылың бір тиын. Замандас, сен өзің жазсың ба? Олай болса, мен не айтсам, соны жаз. Мұны біздің ауылдың бәрі біледі. Ертеректе болған соң осы күні ұмыт болды деген бұйрық алдым. Жаз дегенді жазбай ауруым бар ма? Жазушы болмасам да жазуға қызығамын. Бұл менің хоббиім, айтып берсең болды дедім. Сөйтіп Мадинаны ұстап алып кетті. Бейшара қыз 1 айдан кейін абаймен бірге қалаға келіп оқуын сөйлесіп кетті. Мен оны сонда көрдім. Баламды тусам бәрібір қашып кетем, мен абаймен тұрмаймын Накош дейді. Мұның соңы өте қорқынышты болды. Айтайын дегенім тағы да сол, мамам жайлы. Қызым 2-3 жыл шыдай тұр, балаңның белі қатайсын. Оған дейін менің жоспарым бар. Сосын ажырассаң ажырас депті. Сіңілімнің осы сөзінің байқағаны мамама қыздарының бақытты болған емес, оның көздегені басқа екен түсіндім. Кезінде мені де солай бермекші болды. Тіпті бір сөзінде Тәніштің көзі тірісінде абайға тисең болды, өлген соң өзің білесің деген. Түсінбей қалып, неге көз тірісінде, неге өлгенше деп сұрағанда, Тәнішке сені берем деп уәде беріп қойғанмын. Сол үшін айтып отырмын. Қасарыспай тиғаншық деп айғай салған. Демек әу бастан басқа жоспары, басқаша ойы бар. Бәлкім Тәніште кеткен өші бар шығар. Мәдинаға да айта ма? Мұнысы қызын байға уақытша бергенде көрінбей ме? Әрине сондай. Менің анам осы 3 жылда адайың мен абайды жалғыз түрсиде қалдырмаса атым өшсін. Мамамның шыдамы қызым 2-3 жылда шыда деп жүрген сол.
Мұндайдан кейін біз оны анамыз деп қалай айтаймыз, қалай мақтанамыз. Жатырынан шыққан қыздарына істегені мынау, айта берсем бітпейді. Сол күні сіңілім екеуміз біраз сөйлестік. Той керек емес, қарным қампайып ортаға шықпаймын деп отырып алдым. Әйтпесе ұлан асыр той беріп аласың, бұл менің кенже қызым деген анам адай жездеге талап қойған екен дейді сіңілім. Бұл сөзді тойыңа шақырсаң барамын Алима сияқты ұмытып кетпе дегеніне жауап ретінде айтты. Қайтейін, Алимашым тойына шақырмады, Мадикошым шақырса дегенім еді. Шынымды айтсам, мен Бейбаққа екі сіңілімнің де тойын көру бұйырмады. Олардың бірі әдейі шақырмаса, екіншісі әдейі той жасатпады. Осылайша жылап, еңіреп Мадикошым кете барды. Соңынан қарап қала бардым. Шүкір дейін, сіңілімді шыттай ғып киіндіріп қойған. Қыздың көркі жіберек екен. Құлағы саусағына қымбат алтындар тағыпты, қымбат шуба әперді дейді, тағы да біраз киіндіріп берген. Алайда Мәдинамның жан дүниесі тыныш емес. Осыны әпер деп отырған мамам шығар деймін. Мұндайды қыз дегенді бақытты деп айтуға бола ма? Әрине болмайды. Бұл сыртты жалтырап, іші қалтырап жүрген өзімдей Бейбақ қана. Осымен Мадикошым кете барды. 36 күн дегенде оқуым бітіп мен қайттым. Сөйтіп ауданға келгеніме көп болмаған. Медбике деген статусым бар. Бекоштан күдерім үзіліп, өмірім бір арнаға түсе бастаған кез еді. Ауыр жағдайдағы науқас келді деп емханаға дүрсілкінген болады. Не болған деп сұрадым. Білмеймін, бай ұрған дей ме сондай деген медбике жүгіре жөнелді. Сонда Наушабаева екеуміз өсек соғып қала бердік. Менің де байым ұрады, бірақ өзімнен болады, тілімнен табамын деп мұң шағып бастады. Менің байым 6 ай тұрып қатты сөйлеген емес деп мақтанып алдым. Ой, бастапқы 1-2 жылда мағанда қатты сөйлеп көрмеген еді. Бәрі балалы болған соң басталды. Соңында қол көтеретінді шығарды деді Наушабаева коллегам. Білем ғой, мұны тілі ашылау қыз. Кейде науқастармен де айғайла салады. Сол ашы тілі үшін Майбасовадан 2-3 рет ұрыста естті. Бірақ оны айтып не қылам, өзім Бекошыма жете алмай жүрмін. Сол жігіт мен үшін ұмыт болмады. Осы күні де ұмытпадым. Үйленген анық қой, бақытты болсын деп жүрмін. Сонымен кеш болды, жоғарғы бөлмеме кеттім. Бұл менің Мадикошым кетіп, емханаға қайтып келген кезім. Ойланып жатырмын, өмірім жалғыздықпен өтіп жатыр. Бұрынғыдағыдай Бекоштыда күтпейтін басқа жігіт жайлы ойларға қорқамын. Анашым, сен неге моншама қатал болдың екен? Мына Майбасованы көріп, ананың бәрі осындай жанашыр болса ғой деймін. Әйтпесе бұл маған ешкім емес, бұрыннан таныс емес. Мұны емханаға келіп таныдым. Үйретіп жатыр, оқытып жатыр. Мен сені медик қып шығарамын. Болашақта өзім сияқты дәрігер боласың дейді. Әй, бірақ қайдам, менен дәрігер шықса жақсы. Дегенмен көз қорқақ, қол батыр мен болдым. Наушабаева мен ақылдасып науқастарға ине егіп жүрдім. Негізі маған рұқсат жоқ. Ине екпейсің деген сонда да ине салғым келіп тұратын. Олай болса, менде де қызығушылық пайда болды деген сөз. Кім біледі? Апайым айтқандай болашақта дәрігер болып кетермін. Медициналық терминдер түге дәрі-дәрмектің атауларын білмейтінім рас еді. Сол күні көңілсіздеу жаттым ба білмеймін, келеңсіз түстер көрдім. Быжыр-быжыраған әйтеуір бірдеңелер кірді. Дәлірек айтсаң, шыңнан құлаған 2 пышақ көрдім. Абайсызда қолымнан түсіріп алдым. Қабай, мына пышақтың екеуі де жап-жаңа екен, обал болды ғой деп төмен қарадым. Биік құзда тұр екенмін. Түсіп шығу мүмкін емес. Ал сонау төмендегі шыңырауда бірінің үстіне бірі құлаған 2 пышақ айқасып жатыр. Әрі-бері мойымды созып едім, қорқынышты екен. Қоя салдым. Көзімді ашсам таң ағара бастады. Тереземді ашып таза ауадан жұттым. Онан йога дейтін жаттығуымды жасадым. Сөйтіп жүргенде сағат тілі 8-ге таяпты. Онан көп өтпей емхана қызметкерлері келе бастады. Бұл қыркүйектің алғашқы күндері еді. Мектепке баратын бір топ бала жол бойымен кетіп барады. Оларды бір мұғалім күре жолдан өткізіп әлек. Сөзім бар, уәдем бар. Егер менің де балам болса, мен оны басқаша тәрбиелеймін дегенмін. Бала деген бауыр етің тәтті ғой, тәтті. Сондарынан сүйісіне қарап ұзақ тұрдым. Мұғалима апай көліктерді тоқтатып өткізіп алды. Сонан соң алдына салып кете барды. Әкем барда, мен де мыналарда ерке қыз едім. Сұм ажал арамыздан ерте алып кетті. Әкеші, мен сені қатты сағындым. Сен болғанда мен мұнда жалғыз отырмас едім. Менің де анау балалардай балаларым болар еді. Осыны ойлағанда 2 көзіме жас үйірілді. Бала жоқ, бай жоқ,
Жалғыздан жалғыз бөтен жерде жатырмын. Сонда жыламай ше. Бай деген ғой, табылар, бірақ бек ошымдай болатындай бар ма? Соны оқуда жүргенде бірнешеуі сөз салып қипақтап еді. Жасың 22-ге келіп еркек көрмеген қандай қызсың? Өзің әп-әдемі қызсың деп таң қалғандар болған. Тіпті өзін қатын қып жіберейін деп қалжыңдап айтқандары болған. Мүмкін өзім үшін бір бала туып алармын. Маған анау Бекошты ұмытқанша байға тию жоқ. Қиялымда қашан болмасын іздеп келетіндей болады тұрады. Бұл деген үзілмеген үміт, сығымғандай арман. Және де тәтті қиялмен сарғайтқан алдамшы сағыныш. Негізі маған тілім ғана үмітің үзілді деп жүр. Жұмыр жүрегім ұмытқан емес. 1 жыл өтті ғой, 2 жыл қалды. 2 жылдан кейін соттың үкімі күшін жаяды. Сонда Бекошым келетін шығар. Демек тағы да 2 жыл жігітке жоламаймын, маңайыма жолатпаймын. Масқара туып қойсам Бекош келсе не бетімді айтамын? Мен соттың үкімінен қорқып келе алмадым. Мен міне, ол да бітті, келдім десе не деймін? Жалғыздықтың ойы жаман, тәтті қиялым шаршатпаса қатты жетелейді. Сол күні көзімнің жасын сөртіп төменге түстім. Онан теңселіп отырып ас бөлмеге бардым. Бұл жерде науқастар бөлек жейді, мен бөлек тамақтанамын. Науқастардың көзіне көрінбе деп апайым айтып қойған. Өйткені біздің қазақтың жоқ жерден кіріс дейтіні бар. Біреу жарым жасырып тамақ жеп жүр десе масқара боламын. Мені қойшы, ең бірінші апайым дауға қалады, басы кетеді. Ол кісінің де жаңа биліктің жандатпай шаштары шоқып бастаған дейтін. Қызық сылтауларына зейнет, жасына жеттің деп өздері өлгенше отырмақшы. Сол кездегі жаман шалдар әлі де бар. Әбүйір болғанда зейнет жасынан кейін істеймін десе, рұқсат берілсін деп өздері заң шығарды. Мұны сол жылдары маман жетіспесе деп түсіндірді. Шындығында өздері отырғысы келді. Ол заңды сол үшін шығарды. Құдай-ау, құйрықтары жабысып сол адамдар әлі отыр. Кейбіреу үстелде отырып өлді. Мұны айтсам, апайымды түрткілегендерімді көзім көрді. Сол үшін айттым. Өйткені білікті де тәжірибелі дәрігердің басынан бағы тая бастады. Сол түнгі қорқынышты түстен кейін басы мең-зең болып жүрген Наушабаева шақырып жетіп бардым. Тезде киімдеріңді жасырып, бөлмеңе құлып сал, комиссия келіп жатыр, дейді есікті көрсетіп. Аяқ асты сап ете қалған бұлар кімдер деп таң қалдым. Содан киімдерімді жасырып бөлмемді құлыптадым. Алайда комиссиясы сол кабинетті қарап мені қыспақ қалды. Сіз кімсіз деп орысшалап сұрады бір қатын. Мен осында медбике Наушабаеваның көмекшісімін дедім. Біздің салада ондай штат жоқ. Ол өзі медбике болса, оған көмекші не керек деп зіркілдеп тұр. Соңында бөлмеме дейін тексерді. Тіпті тамақты қайдан ішетімді сұрады. Тап осы сұмдық менің мамамнан келген болар деймін. Бейбақ Мәдинадан бәрін сұрап алған ғой. Әйтпесе қайда жатам, қайдан тамақ жеймін, мыналар қайдан біледі? Қысқасы мұның соңы мен ойлағандай болды. Апайыма сөгіс жариялап кетті. Сол күні түс қайта апайымның алдына кірдім. Мен пәтерге шығып кетейін деп ойымды айттым. Қазірше жүре бер, өзім айтамын дейді. Сізге зияным тимесін деп отырмын деп кешірім сұрадым. Сенің түк қатысың жоқ қызым. Мына биліктің құрып жатқан жүйесі сондай. Бұлар біреуді орнынан алғысы келсе, алдынан келіп сөгіс жариялап кетеді де, арадан көп өтпей орнынан алады. Бұл диктаторларға тән қасиет дейді. Апайымның осы айтқаны рас. Қазір барлық жерде сондай. Алдын сөгіс беріп, соңын босатып, жалдамалы блогерлер шулап жазып, дым білмейтін халық жерден алып жерге салып жатады. Бұл жаңа жүйемен келген жемқорлықтың түрі. Сонымен көп созып қайтайын, апайымның кабинетінен шыға бергенде есіктен бас сұққан қыз. Түндегі келіншекті палатаға әкелгенде айт деп едіңіз, әкелген едік, өзіңіз көресіз ба деп апайымнан сұрады. Оған қолындағы қағаздарды тастай салған апайым, я қазір міне деп орнына тұра берді. Сонан ұзын коридорда медбике мен бас дәрігер сөйлесіп бара жатты. Фамилиясы Бекбауова, жасы 19-да, ауыр бас жарақатын алған, өзі 2 қабат. Жағдай стабильно, сол үшін палатаға ауыстырдық деген медбике доклад жасап бара жатыр. Ойбай, кім дейді? Бекбауова деймі? Жасы 19-да болса, ол менің туған сіңілім Әлима ғой. Апай, есімі кім екен деп жетіп бардым. Соңында артына бұрылып қараған медбике. Алима дегенде жүрегім зырқ ете қалды. Олай болса, ол менің сіңілім деп палатаға қатарласа кірдім. Қарасам, басын тамып тастаған Алимашым жатыр. Аққан қан бинтке жабысып, қан боп тұр. Бет аузы жырым-жырым, сау жері жоқ, өте қорқынышты. Мұны көрмегелі қай заман? Жаным-ау,
саған не болған деп бас салдым. Күйеуі ұрған, дейді Медбике қыз. Кешегі ауыр науқас дегенін сіңлім екен. Түнімен жансақтау бөлімінде жатыпты. Бүгін беті қарағанда палатаға шығарыпты. Сол күні бірнеше қайтара сұрадым. Сіңлім сөйлемей алмады. Тамағын жұтынып әрең жатты. Бірақ ертесіне мән жайды баяндап берді. Күйеуім үнемі ұрады. Үйге 2 рет қашып бардым. Мамам сол үйден өлігің шықсын деп қайтып жібереді. Соны біліп алған мыналар ешкімің жоқ деп ұра береді дейді. Неге қайтарып жібереді деп сұрадым. Білмеймін. Ондай аста төк дастарханы бар, бай таппайсың, шыда дейді. Кеше түс қайта басыма таяқпен ұрды, есімнен танып қалдым деп жылады. Осы сөзді біраз адам естіді. Бас дәрігер Майбасова жағасын ұстады. Сіңілімнің сөзіне қарағанда барған жері менсінбейтін сияқты, тіпті адам құрлы көрмейтін екен. Мұндай отбасылар болады, баласының қатын менсінбейтін енелер болады. Мамамның бай еркек деген осы болды. Беті бері қарағанда бұл да мамамды кінәлап шыға келді. Ақылдаса келе ажырасуға бердік. Соттасып жүргенде 2 ұл босанды. Бір қызығы сол сотқа байы да енесі келмеді. Ең үлкен абысын жіберіпті. Ол не десін? Майқанованың алдында жылап, еңіреп, өзінің көрген қорлығын айтып, жамандап кетті. Жыламай көрсін, мұндайда сот дегенің осы кісінің жазған бір жапырақ қағазын қарайды. Сол кездерде мамам келген екен. Ұят қой, ана қызымда байы жоқ, мына қызымда байсыз қалама, асыра жазбай-ақ қойыңыз деп мүлеймісіпті. Осың бәрі сенің кесіріңнен не деп міңгірлеп отырсың деген бас дәрігер. Тіпті Нағиманы неге көрмейсің деп сұраса, милициядан қорқамын деп оларға жоламаймын деп хат жазып бердім деп кінәнің бәрін маған артыпты. Осы ананың айтатын сөзі ма? Сенде аналық мейірім деген бар ма өзі? Қане көзіме көрінбей жоғал деген апайым ұрсып қуып жіберген. Әрине менің айтуымен сотқа жазған қағазын ажырасатын қып жазып берді. Содан соққа алғанына алға тартқан сот сіңлімді ажырастырып жіберді. Сөйтіп екінші сіңлімде аяғыма жығылып кешірім сұрап қолыма келді. Екеуміз пәтер жалдап бөлек кеттік. Ол қаншалықты емханадан қуып жіберген. Оның қасына бірге тұратын адам керек. Сол үшін Алимамды айырып алды. Басқа қайтсын, оны бай алмайды. Онымен қарғадым, осы сөздің біреуінде түсірмей жеткізіп бар деп өкпесін айтып жіберіпті. Мам, мені кім айырған білесіз ғой? Құдай сіздің тілеуіңізді беріп жатыр. Дым өкпелемеңіз, жақында біздің жанымызға Мәдикошта келеді. Оны да айырып аламын деп қағаз жазып беріп жібердім. Ал арадан көп өтпей баласын құндақтап Мәдина келді. Біздің бірге тұрып жатқанымызды естіп, бір түнде қашып қайтыпты. Осылайша 3 апалы сіңілер 2 бөлмелі пәтер жалдап ауданда тұрдық. Мен жұмыс істедім, екеуі үйде отырды. Сен үй тазалап кір жуасың, сен тамақ пісіріп ыдыс аяқ жуасың деп жұмыс тапсырып қойдым. Айтқанымды екеуі де бұлжытпай орындайды. Ортаншы сіңліме өкпем бар. Онысы той емес, той құрсын. Тойға шақырмады деп өкпелемеймін. Өкпем 20-ға келсек те тамақ пісіре алмайды. Барған жері сол үшін түрткілейді екен. Тамақ былай тұрсын, иіне ұстап тігіс тіге алмайтын олақ. Сен екеуіңді бүгіннен бастап өзім тәрбиелеймін. Түсініңдер ма? Иә ғой, сосын сен ақша болса бір пепси мен шемішке ала салшы өтініш деп Мадикошым қипақтады. Аламын, пепси де шемішке де аламын, бірақ соңғы рет болсын деп шығып кеттім. Бұл да сағыз шайнап дүкеннен тәтті жеп үйренген олақтың бір несін жасырайын. Осыдан кейін екеуі де жіптіктей болды. Пәтердің ішін жылан жұтқандай тазалап тамақ пісіріп қояды. Бұрынғыдағыдай сен пісір, мен тазала, сен тазала деген бір-бірімен ұрсып отырғанды қойды. Сөйтіп, апайым айтқандай екеуі де қолыма келді. Бірақ тағы бір адам келуі тиіс. Соны күтіп жүрмін. Ол кім десеңіздер, айтайын. Бұл бөлімнің жалғасы бар. Келесі бөлім ұнап жатса әңгіме лайк басып пікір қалдыра кетсеңіздер.